Барлығыңызға сәлем, бұл Гризанта каналы. Кейде ең мықты қаруды ең мүмкін болмайтын адам ұстайды. Бүгінгі хикая мафия басшысының керем мылқау туған ұлы туралы. Сатқынды тапқан ол емес, оның музыкасы болды. Ал мұны мүмкін еткен ешқандай құжаты жоқ, жай ғана жүрегі таза бір күтуші. Мафия басшысының ұлы кер туды. Дейкін күтушісі естен тандырарлық. Бір нәрсе көрсеткенше. Менің атым Руслан. Бұл оқиғада мен жай ғана жүргізуші емеспін. Мен Азамат Сәтбаевтың жеке сенімді адамы болдым. Бірақ бұл жерде басты рөлде мен емес, оның отбасы. Мен бәрін өз көзіммен көрдім. Кейде түн ортасында оянып кетсем, сол күндердің суық лебі әлі күнге дейін бетімді үрлеп тұрғандай сезіледі. Әсіресе Әлихан дүниеге келген күнді ұмыту мүмкін емес. Алматының үстін қалың бұлт торлап, күн жылауға айналған сұрқай күз еді. Мен қара Майбақты әуежайдан жаңа ғана қайтарып, аулаға кіріп келе жатқанмын. Ауада қандай бір тыңсыздық ілініп тұрды. Әдетте үйдің алдында күзетшілер ары-бері жүріп, бағбандар гүл суаратын, ал бүгін аулада жан жоқ. Тек есік алдындағы фонтанның суы күңгірт дыбыспен құйылып жатты. Менің есіме түседі. Сол кезде Азаматтың жеке көмекшісі Ербол сыртқа жүгіріп шықты. Оның беті қуқыл тартып, көзі алақ-жұлақ етеді. Руслан, ағаң сені іздеп жатыр, деді ол демігіп. Тезірек бол, перзентханаға барамыз. Айжан жеңгей босанып жатыр. Айжан Азаматтың әйелі. Нәзік жанды, бірақ ішкі өзегі болаттай берік әйел. Ол Азаматтың қараңғы істеріне ешқашан араласпады, бірақ бәрін білді. Ол тек бір нәрсені қалады, толыққанды отбасы. Бірақ тағдыр оларға бала сыйлауға асықпады. 5 жыл бойы ең үздік емханалар, ең қымбат дәрігерлер, тіпті шетелдегі клиникаларда көмектеспеді. Ал енді міне Айжан жүкті болып, 9 ай бойы Азаматтың қабағы ашылмай жүрген. Ол міндетті түрде ұл күтті. Мұрагер керек болды. Біз перзентханаға жеткенде Азамат күту залында тұрды. Қара костюм, қара көйлек, қолында түймесі жоқ телефоны. Ол маған қарамады да, тек терезеге қарап, ауыр ойларға батып тұрды. Мен оның жанында үнсіз тұрдым. Жан жағымызда қара киген жігіттер үнсіз күзетіп жүр. Дәрігерлер мен медбигелер бізді айналып өтуге қорқатындай дәліз бос қалды. Арада 1 сағат өтті ме, әлде 3 сағат па білмеймін. Уақыт сүйек қорғасындай созылып бара жатты. Кенет босану бөлмесінің есігі ашылды да, ақ халатты дәрігер шықты. Оның бет әлпетінен ештеңені оқу мүмкін емес еді, тәжірибелі адам. Құттықтаймын Сәтбаев мырза, деді ол сыпайы ғана. Ұлымыз дүниеге келді. Баланың салмағы 4 килограмм, бойы 54 сантиметр. Азаматтың көзінде бір сәтке қуаныш ұшқыны жарқ ете түсті, бірақ дәрігер сөзін жалғастырды. Тек біз бір мәселе таптық. Сіздің ұлыңыз ол дыбысқа мүлдем жауап бермейді. Біз тексеру жүргіздік. Өкінішке қарай туа біткен сенсоневральды керендік. Ол ешқашан естімейді. Тиісінше сөйлеу қабілеті де дамымайды. Мен Азаматқа қарадым. Оның бетіндегі қуаныш лезде жоғалды. Оның орнына біртүрлі суық, тас бейне пайда болды. Ол дәрігерге бір ауыз сөз қатпады. Тек бұрылып дәліздің соңына қарай жүре берді. Оның қадамдары тас еденде жаңғырып, әр дыбыс жүрегіме шаққан оқтай қадалды. Сол күні кешке Азамат үйге жалғыз қайтты. Әйелін де баласын да перзентханада қалдырды. Мен оны үйге жеткізгенімде ол маған бұрылып, Руслан, ертең таңертең Айжанды үйге алып кел, деді. Дауысы құрғақ, ресми. Баланы да, бірақ маған ойлану керек. Мен басымды изедім. Не дерімді білмедім. Келесі күні мен Айжанды және кішкентай, әдемі шілдерікпен оралған сәбиді үйге алып келдім. Айжанның көзі ісіңкі, бірақ ол жыламады. Ол әлдеқашан бәрін түсінген еді. Азамат оларды күтпеді. Ол өзінің кабинетінде отырып, есікті іштен бекітіп алды. Содан бастап үйге бір түрлі ауыр тыныстық орнады. Азамат баланы көруге де келмеді. Ол үшін Әлихан әлсіздіктің белгісі, оның империясына лайық емес мұрагер еді. Мафия басшысының ұлы керем мылқау болса, бұл оның жаулары үшін күлкі, серіктестер үшін әлсіздік белгісі емес пе? Азаматтың логикасы осылай болды. Айжан болса, баласын ешкімге бермейтінін, оны өзі өсіретінін айтты. Бірақ күндер өте келе оның да күші сарқыла бастады. Әлихан тынымсыз жылады, бірақ өз даусын естімегендіктен оның жылауы бір түрлі,
жүрек түбін тіліп жіберетіндей, әлсіз, үзік-үзік дыбыс еді. Ол анасының бесік жырын естімеді, әкесінің қадамдарын сезбеді, ол мүлдем басқа әлемде өмір сүрді. Толық, мәңгілік тыныштық әлемінде. 3 ай өтті. Азамат үйге сирек келетін болды. Келсе де, бала жатқан бөлмеге жоламады. Бір күні ол мені шақырып алды. Балаға күтуші керек деді ол қысқаша. Айжан әбден шаршады. Өзің білесің, бұл оңай бала емес. Маған ең үздік маманды тап. Ақшасы маңызды емес. Мен іздей бастадым. Елордадағы, Алматыдағы, тіпті шетелдегі мамандарды қарастырдық. Бірақ бірде-біреуі Азаматтың қатал талаптарына сай келмеді. Біреуі тым жас, біреуі тым кәрі, біреуінің жұмыс тәжірибесі аз. Мен шарасыздықтан басымды ұстап отырғанда, үйдің көне қызметшісі 65 жастағы Күләш апай кабинетіме кірді. Русланжан, деді ол сыбырлап, мен бір адамды білемін. Ол кәсіби күтуші емес, бірақ оның қолынан бәрі келеді. Ол ерекше балалармен жұмыс істеген. Аты Айгүл. Қайда жұмыс істеген? Қандай ұсыныс хаттары бар деп сұрадым мен бірден. Күләш апай басын шайқады. Ешқандай құжаты жоқ. Ол қиын кезеңнен өткен. Бірақ мен оған кепіл бола аламын. Ол менің жиенімнің қызы. Бұрын Астанада тұрған, бірақ жолдасынан ажырасып, Алматыға жана келді. Бала көтере алмай қалған. Содан бері бөтен балаларды бағады. Оның жүрегінде сондай жылулық бар, Русланжан. Өтінемін, бір мүмкіндік беріңіз. Менің ішімнен бір нәрсе түйткілдеді. Құжат жоқ, ұсыныс хат жоқ, тәжірибесі белгісіз. Бірақ Күләш апай біздің үйде 15 жылдан бері жұмыс істейді. Ол ешқашан өтірік айтпаған. Мен Айгүлді кездесуге шақыруға шешім қабылдадым. Ол келген күні күн ашық еді. Мен оны қонақ бөлмеде күтіп отырдым. Есіктен 35-те шамасындағы қарапайым киінген, бірақ өте ұқыпты әйел кірді. Оның шашы қара, көзінің астында әрең байқалатын көлеңке бар. Бірақ ең бастысы, оның жанары. Мен ол көздерден бір түрлі терең мұңды, және сонымен бірге айнымас бір тыныштықты көрдім. Ол маған тіке қарады, жалтармады. Сәлеметсіз бе, деді ол, жұмсақ дауыспен. Менің атым Айгүл. Мен оған жағдайды түсіндірдім. Бала керең мылқау, әкесі оны мойындамайды, анасы күйзелістің алдында тұр. Жұмыс оңай емес, ақшасы жақсы, бірақ жауапкершілік орасан зор. Айгүл үнсіз тыңдады. Сосын ол, мен баланы көре аламын ба деп сұрады. Мен оны 2-ші қабаттағы балалар бөлмесіне ертіп бардым. Бөлме әдемі безендірілген, бірақ іші тым-тыныш еді. Әлихан бесігінде жатыр, көзі ашық, төбеге қараттырды. Айгүл бесікке жақында балаға мұқият қарады. Сосын ол бір түрлі оғаш нәрсе жасады. Ол сөйлемеді, ыңылдамады. Ол жай ғана қолын бесіктің ағаш жиегіне қойды да, саусақтарымен ақырын, әрең естілер діріл шығара бастады. Мен таң қалдым. Әлиханның көзі бір сәтте жыпылықтап, басын аздап бұрды. Ол дыбысты естімеді, бірақ ағаш арқылы берілген дірілді сезді. Айгүлдің жүзінде әрең байқалатын күлімсіреу пайда болды. Ол сезет, деді ол сыбырлап. Оның денесі әлемді бізден басқаша қабылдайды. Ол әлсіз емес, ол жай ғана басқаша. Мен Азаматқа Айгүлді жұмысқа алу туралы баяндағанымда, ол тек қолын бір сілтеді. Өз еркін, деді ол немқұрайлы. Бірақ ол үйдегі тәртіпті бұзбасын, және баланы көзіме көрсетпе. Осылайша, Айгүл біздің үйде тұрақтап қалды. Алғашқы күндері ол үндемеді, тек баланы бақылады. Ол Әлиханды қолынан 1 минутқа да түсірмеді. Бірақ онымен әдеттегідей сөйлескен жоқ. Оның орнына, ол баланың алақанын әртүрлі заттарға тигізді. Суық терезе әйнегі, жылы жүн көрпе, дірілдеп тұрған тоңазытқыштың сырты. Ол әлемді дыбыс арқылы емес, тербеліс арқылы танытты. Бір апта өткен соң, мен бір оқиғаның куәсі болдым. Үйдің бұрышында, шаң басқан бөлмеде ескі фортепиано тұрды. Оны Азаматтың марқұм әкесі сатып алған, бірақ көптен бері ешкім тиіспеген. Сол күні Айгүл Әлиханды қолын алып, сол бөлмеге кірді. Мен білмегендіктен есіктің саңлауынан сығалап тұрдым. Айгүл фортепианоның алдына отырды да, баланы тізесіне жатқызды. Сосын ол баланың кішкентай саусақтарын ақырын ашып, алақанын фортепианоның ағаш бетіне, ішектің дәл үстіне қойды. Сосын өзі бір қолымен пернені басты. Ауыр, терең до нотасы бөлме ішін дірілдетіп жіберді. Дыбыс қатты емес еді, бірақ тербеліс ағаш арқылы тікелей баланың алақанына берілді.
Мен Әлиханның көзінің жарқылдап кеткенін көрдім. Оның денесі бір сәтке қатып қалды да, сосын ерні дірілдеп, көзі үлкейді. Бұл таңданыс па, әлде қуаныш па? Ол өмірінде алғаш рет музыканы сезді. Дыбыс ретінде емес, тербеліс ретінде, бірақ ол үшін бұл нағыз ғажайып еді. Айгүл тағы бір пернені басты, сосын тағы бір. Ол қарапайым әуен ойнай бастады. Ал Әлиханның алақаны әрбір нота сайын дірілдеп, ол сол дірілді бойына сіміріп жатты. Сол сәтте менің көзіме жас келді. Мен мұндайды ешқашан көрмеген едім. Керең бала музыканы түсіне бастады. Ол оны естімеді, бірақ түсінді. Айгүл ойнауды тоқтатқанда Әлихан жылап жіберді. Бірақ бұл бұрынғыдай әлсіз, мұңлы жылау емес, бұл талап ету, тағы бер деген жылау еді. Ол өмірінде алғаш рет бір нәрсені қалаттырды. Айгүл баланы кеудесіне қысып, оның шашынан сипады. Сосын ол бөлменің бұрышына, мен тұрған жаққа қарады. Ол менің сығалаттырғанымды білді. Ол данышпан болады, Руслан, деді ол, байсалды дауыспен. Кек оған ешкім ұқсамайтын жол керек. Мен сол күні кешке кабинетінде отырып, Айгүлдің жекесін қарадым. Оның ешқандай құжаты жоқ еді, бірақ мен оның өткені туралы бірдеңе білуім керек болды. Мен өзінің байланыстарымды пайдаландым. Бір сағаттан кейін маған қоңырау шалынды. Дауыстын айтқаннан кейін менің қолымдағы телефон жерге түсіп кете жаздады. Айгүлдің өткені мен ойлағаннан да қараңғы болып шықты. Ол жай ғана күтуші емес еді. Оның біздің үйге келуі кездей соқтық па, әлде мұқият жоспарланған қадам ба, мен білмедім. Бірақ бір нәрсе анық болды. Бұл әйелдің құпиясы бүкіл Сәтбаевтар әулетін күл талқан етуі мүмкін еді. Ал мен болсам, Әлиханның фортепиано дірілінен жарқылдап кеткен көздерін ойлап, не істерімді білмей дал болдым. Сол күннен бастап біздің үйдегі өмір көзге көрінбейтін сызықпен екіге бөлінді. Бір жағында азаматтың қатал тәртібі, оның күңгірт кабинетінен шығатын темекі түтіні мен ащы дауыстар. Екінші жағында шаң басқан фортепиано бөлмесінде өріліп жатқан әнсіз әуен әлемі. Мен екі әлемнің ортасында қалғандаймын, бірақ жүрегім сол фортепиано бөлмесіне қарай ауып бара жатты. Айгүл енді Әлиханды күніне 2 рет сол бөлмеге апаратын болды. Таңертең, үй іші әлі ұйқыдан оянбаған кезде, және кешке, азамат өзінің жұмысына кеткен уақытта. Мен олардың сабағын тамашалау үшін жиі есік алдынан табылатынмын. Бірте-бірте Айгүл маған назар аудармайтын болды. Тіпті кейде есікті ашып қоятын. Мүмкін менің шынайы қызығушылығымды сезген шығар. Әлде жай ғана менің иесі ретіндегі құқығымды мойындаған болар. Бүгін таңертең мен тағы да сол есік алдында тұрмын. Қолымда бір кесе ыстық шай. Бірақ ол суып кеткенінде байқамаймын. Ішімде бір түйсік бар. Дәл бүгін маңызды бір нәрсе болады. Айгүлдің көзқарасынан, қимылынан бір ерекше ширығу байқалады. Ол Әлиханды фортепиано алдындағы арнайы жасалған биік орындыққа отырғызды. Баланың аяғы жерге жетпейді, бірақ ол енді құлап қалмайды. Айгүл оны жұмсақ белбеумен бекітіп қойған. Баланың кішкентай саусақтары пернелерге әрең жетеді, бірақ бұл маңызды емес. Маңыздысы, оның алақаны ағаш корпуста. Айгүл бүгін күрделі әуен ойнай бастады. Бұл қарапайым балалар ән емес, бұл Шопеннің ноктюрні. Мен музыкадан хабарым жоқ, бірақ Айгүлдің саусақтары пернелерде жүгіргенде, бөлмеші мүлде басқаша тербеліске толды. Әуен мұңлы, бірақ сонымен бірге жеңіл, ауада қалықтап жүргендей. Әлиханның денесі бірден өзгерді, ол тынып қалды. Оның көзі ашылып, ерні сәл ашылды, ал алақаны фортепианоның ағаш бетіне жабысып, әрбір дірілді бойына сіңіріп жатты. Мен тынысымды ішіме тартып қарап тұрмын. Айгүл ойнауды тоқтатты, бөлмеде тыныштық орнады. Сосын ол баланың алақанын өз қолына алып, оны пернелерге апарды. Ол баланың саусағын бір пернеге батырды. Дыбыс шықты. Әлихан селк ете түсті. Айгүл оның саусағын тағы бір пернеге апарды. Тағы дыбыс. Сосын тағы. Мен не болып жатқанын түсінбей үнсіз қарап тұрдым. Айгүл баланың қолын жіберді. Енді Әлихан өз бетінше отырды. Оның кішкентай саусақтары пернелерді сипалап, бірдеңе іздегендей. Сосын ол бір пернені басты. Дәл сол до нотасы. Ол тоқтады. Тыңдағандай болды. Дәлірек айтсаң, дірілді сезгендей. Сосын тағы бір пернені басты. Бұл жолы ми. Менің жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Ол Айгүл ойнаған әуенің алғашқы 2 нотасын қайталаттыр. Айгүл жымиды.
Ол баланың жанына отырып, оның қолын ақырын ғана бақыттады. Олар бірге тағы бірнеше нота ойнады. Сосын Айгүл қайтадан баланың қолын босатты. Әлихан бір сәт ойланып отырды да, сосын саусақтарын пернелерге апарды. Ол баяу, сенімсіз, бірақ дәл сол әуеннің басын қайталады. 4 нота, 4 дұрыс нота. Менің көзімнен жас парлап ақты. Мен өз көзіме өзім сенбедім. Керең бала, әлемді тек діріл арқылы сезетін бала, фортепианода әуен ойнаттыр. Ол оны естімеді, бірақ ойнады. Оның миы, оның денесі дірілдерді есте сақтап, оларды қайта жаңғырталды. Айгүл маған бұрылды. Оның көзінде ұстамды мақтаныш бар еді. Көрдің бе, Руслан, деді ол сыбырлап. Оның миы музыканы математикалық дәлдікпен қабылдайды. Әрбір нота белгілі бір жиіліктегі діріл. Ол сол жиіліктерді ажырата алады және есте сақтай алады. Бұл данышпандықтың белгісі. Мен үнсіз басымды изедім, сөйлей алмадым. Тамағыма бір түйір тығын тығылып қалғандай. Мен өз баламның, әлсіз, керең деп саналған баламның нағыз данышпан екен енді түсіне бастадым. Бірақ бұл түсінік қуанышпен бірге қорқыныш та келді. Азамат мұны көрсе, не дер еді? Оның мүгедек баласының фортепианода ойнағаны оған ұнар ма еді? Әлде бұл оның ашуын одан әрі тудырар ма еді? Келесі күндері мен Айгүл мен Әлиханның сабақтарын жіті бақылайтын болдым. Мен музыкалық білімнің қыр-сырын түсінбесем де, баланың жетістіктері мені таңғалдырды. Әрбір сабақ сайын ол жаңа әуендерді тезірек және дәлірек қайталайтын болды. Айгүл енді оған тек классикалық шығармаларды ғана емес, күрделі джаз импровизацияларында ойната бастады. Әлихан бәрінде сол қалпында қайталады. Оның саусақтары енді сенімсіз емес, мақсатты түрде қозғалады. Ол музыканы сезінеді, түсінеді және онымен сөйлесе алады. Бір күні кешке Айгүл сабақтан кейін бөлмеден шығып бара жатып, маған бір құпияны ашты. Әлихан енді тек музыканы ғана емес, адамдардың сөздерінде оқи бастады, деді ол. Мен таңданып оған қарадым. Қалайша, ол естімейді ғой. Еріннен, ол адамдардың ерінінің қимылын бақылап, олардың не айтып жатқанын түсінеді. Бұл еріннен оқу деп аталады. Мен оған мұны әдейі үйреткен жоқпын. Ол өздігінен үйренді. Менің денемді бір түрлі суық тер басты. Еріннен оқу. Бұл дегеніміз, Әлихан айналасындағы адамдардың не айтып жатқанын түсіне алады деген сөз бе? Ол біздің барлық әңгімемізді, барлық құпиямызды біле ме? Ол бәрін түсіне ме? Деп сұрадым мен дауысын дірілдеп. Айгүл басын изеді. Ол өте зерек. Ол сөздердің мағынасын толық түсінбеуі мүмкін, бірақ ол оларды есте сақтайды. Әрбір сөзді, әрбір дыбыссыз қимылды. Осы сәттен бастап менің қорқынышым одан әрі күшейе түсті. Біздің үйде күн сайын неше түрлі адамдар болады. Азаматтың серіктестері, оның жұмыскерлері. Олар кабинетте сағаттап отырып түрлі әңгімелер айтады. Сандар, атаулар, мекенжайлар, қорқытулар, уәделер. Олардың бәрі Әлиханды елемейді. Ол үшін олар жай ғана жиһаз, көзге көрінбейтін бала. Бірақ енді мен білемін. Ол бәрін көріп тұр, бәрін оқып тұр, бәрін есте сақтап жатыр. Бірнеше күн өткен соң менің қорқынышымның бекер емес екеніне көзім жетті. Сол күні Азаматтың кабинетінде маңызды кездесу өтіп жатты. Үйге бірнеше қара көлік келіп, ішінен сұсты адамдар шықты. Олардың ішінде Азаматтың оң қолы саналатын Қайрат та, екі аймақтан келген әріптестер де бар еді. Мен әдеттегідей көзге түспеуге тырысып, қонақ бөлмеде отырдым. Әлихан болса бұрыштағы кілем үстінде ойнап жүрген. Кабинеттің есігі ашық қалған екен. Немесе біреу толық жаппаған шығар. Әйтеуір іштен шыққан дауыстар қонақ бөлмеге дейін жетіп тұрды. Мен әңгімеге құлақ тұрдым. Олар бір жүк туралы, шекара туралы, біреудің жазасы туралы сөйлесіп жатты. Сандар аталды. 50 мың, 100 мың, 200 мың. Мерзімдер аталды. Келесі сейсенбі, айдың соңы. Мекенжайлар аталды. Алматы трассасы, ескі қойма. Мен Әлиханға қарадым. Ол ойнап жатқан жоқ. Ол басын көтеріп кабинет жаққа қарап тұрды. Оның көзі ашық, ерні сәл қозғалып, біреудің сөздерін қайталап тұрғандай. Менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Мен орнынан атып тұрып, оған жақындадым. Ол маған қарамады. Оның назары әлі де кабинеттегі адамдардың ернінде еді. Мен оның иығынан ақырын ұстадым. Ол селкете түсті де маған бұрылды. Оның көзінде бір түрлі ой, бір түрлі терең түсінік бар еді. Ол маған жымиды, бірақ бұл кәдімгі бала күлкісі емес,
Бұл бірдеңені білетін адамның жымиюы еді. Мен оны қолынан жетектеп тез арада балалар бөлмесіне алып кеттім. Есікті мықтап жаптым да, оның алдына тізерлеп отырдым. Әлихан, дедім мен, оның көзіне тіке қарап. Сен олардың не айтқанын түсіндің бе? Ол маған бір сәт қарап тұрды да, сосын басын изеді. Анық, сенімді түрде. Олар не айтты деп сұрадым мен, дауысым қалтырап. Маған көрсете аласың ба? Әлихан қолын көтеріп, саусақтарымен ауада бірдеңе сызғандай болды. Сосын ол ернімен бірнеше сөзді дыбыссыз қайталады. Мен оның ернін оқи алмадым, бірақ оның қимылынан бір сөзді анық аңғардым. Қойма. Дәл сол сөз кабинеттен шыққан еді. Менің денем мұздақ қоя берді. 3 жасар бала, Керем бала, қылмыстық ареннің құпияларын жинап жүр. Мен дереу Айгүлді тауып алдым. Ол ас үйде, кешкі асқа дайындық жасап жүр екен. Айгүл, дедім мен тынсын тарылып, бізге сөйлесу керек, қазір. Ол менің дауысымдағы үрейді бірден сезді. Қолын сүлгіге сүртіп, менімен бірге қонақ бөлмеге өтті. Не болды деп сұрады ол, сабырды дауыспен. Мен оған болған жайтты түсіндірдім. Әлиханның кабинеттегі әңгімені ерінен оқығанын, сөздерді есте сақтағанын, тіпті маған көрсетуге тырысқанын айтып бердім. Ол қауіпті ақпаратты жинап жатыр, Айгүл, дедім мен, дауысымды көтере. Егер Азамат мұны білсе, егер оның серіктестері білсе, олар мұндай қауіпті ешқашан тірі қалдырмайды. Айгүл маған ұзақ қарап тұрды. Оның жүзінде қорқыныш та, таңданыс та жоқ еді. Тек терең ой. Мен саған бір нәрсе айтуым керек, Руслан, деді ол ақырын. Мен мұны күткен едім. Күткен бе? Мен түсінбей оған қарадым. Мен Әлиханның ерекше қабілеттерін білдім. Тек музыка ғана емес. Оның миы ақпаратты басқаша өңдейді. Ол кез келген адамнан артық көреді және есте сақтайды. Бұл оның табиғаты. Мен мұны білдім, бірақ саған айтуға асықпадым. Себебі, Руслан, сенің балаң жай ғана данышпан емес. Ол қару. Менің көзім алайып кетті. Қару? Не дейсің сен? Тыныш, деді Айгүл қолын көтеріп. Менің айтайын дегенім, ол дұрыс бағытталса, әлемді өзгерте алады. Бірақ қате қолға түссе, апат әкеледі. Сенің күйеуінің әлемі дәл сондай қате қолдардың бірі. Егер Азамат Әлиханның қабілетін түсінсе, ол оны өз мақсатына пайдаланады. Ал бұл бала ішінде, айналасындағылар ішінде апатты болады. Мен диванға әлсіз отыра кеттім. Басым айналып, дүние төңкеріліп бара жатқандай. Біз не істеуіміз керек? Деп сұрадым мен сыбырлап. Біз оны қорғауымыз керек, деді Айгүл. Оның қабілетін жасыруымыз керек, әзірге. Ол өзін-өзі қорғай алатын жасқа жеткенше. Бірақ қалай? Ол бәрін көріп тұр, бәрін естиді. Жоқ, естімейді, бірақ бәрін түсінеді. Оны қалай жасырамыз? Мен оны үйретемін, деді Айгүл. Оған тек музыканы ғана емес, үндемеуді де үйретемін. Құпия сақтауды үйретемін. Бұл оңай болмайды, бірақ басқа жол жоқ. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Төсекте аунап-қунап Айгүлдің сөздерін ойладым. Менің балам қару. Менің кішкентай әлсіз керең балам ең қауіпті қару. Ал мен, оның анасы, оны қорғау үшін не істей аламын? Мен Азаматқа қарсы тұра аламын ба? Оның ашуынан, оның күшінен қорықпай баламды алып кете аламын ба? Түн ортасында мен тұрып, Әлиханның бөлмесіне бардым. Ол тыныш ұйықтап жатыр екен. Түнгі шамның әлсіз жарығында оның жүзі періштедей пәк көрінді. Мен оның кереуетінің шетіне отырып, шашынан сипадым. Ол қозғалмады. Кек ерні сәл дірілдеп, түсінде бірдеңе айтқандай болды. Мүмкін түсінде фортепиано ойнап жатқан шығар. Мүмкін түсінде біреудің құпиясын оқып жатқан шығар. Мен сені қорғаймын, деп сыбырладым мен оған. Қандай жағдай болса да, мен сені қорғаймын. Сен тек өмір сүр, сен тек бақытты бол. Кенет артымда бір дыбыс шықты. Мен жалт қарадым. Есік алдында Азамат тұрды. Оның көлеңкесі қабырғада үлкейіп, бөлменің жартысын алып кеткен. Ол қашан келді? Не естіді? Не көрді? Оның жүзі қараңғыда көрінбеді, бірақ мен оның көзінің жарқылын байқадым. Суық, өткір жарқыл. Не істеп жүрсің, деді ол. Дауысы қатты емес, бірақ әрбір сөз пышақтай кесіп түсті. Жай ғана баламды тексеріп тұрмын, дедім мен тұрып. Азамат бөлмеге кірді. Ол маған жақындап иығымнан ұстады. Оның қолы темірдей қатты еді. Сен бірдеңе жасырып жүрсің, Руслан, деді ол. Мен мұны сеземін. Ал сен білесің бе, мен құпияларды ұнатпаймын, әсіресе өз үйімде. Мен үнсіз қалдым.
жүрегім кеудемнен шығып кетердей соқты. Азамат маған тағы бір сәт қарап тұрды да, сосын бұрылып бөлмеден шығып кетті. Оның аяқ дыбысы дәлізде баяулап, сосын мүлде жоғалды. Мен әлсіреп қайтадан кереуетке отыра кеттім. Қолым дірілдеп, маңдайыма суық тер шықты. Ол бірдеңе біледі, немесе бірдеңе сезеді. Ал егер ол шындықты білсе, бізге не болады? Әлиханға не болады? Айгүлге не болады? Мен түні бойы көз ілмедім. Таң атқанша отырып, не істерімді ойладым. Бір шешімге келуім керек еді, бірақ менің қолымда ешқандай билік жоқ, ешқандай күш жоқ. Мен тек осы үйдің тұтқыны, алтын тордағы құспын. Ал менің балам осы тордың ішіндегі ең құнды, бірақ ең әлсіз жан. Таңертең Айгүл келгенде мен оған түнгі оқиғаны айттым. Ол маған мұқият тыңдап, сосын басын изеді. Уақыт аз қалды деді ол. Бізге жоспар керек. Бірақ алдымен мен саған бір нәрсе көрсетуім керек. Бүгін кешке фортепиано бөлмесінде. Мен оның не көрсеткісі келетінін білмедім. Бірақ оның даусындағы шынайылық маған сенім ұялатты. Күні бойы мен сағатқа қарап кешті күттім. Азамат үйден ерте кетті. Бұл мені сәл де болса тыныштандырды. Ақыры күн батып, үй іші ымырт қараңғылығына оранғанда, мен фортепиано бөлмесіне беттедім. Айгүл мен Әлихан әлде қашан сонда екен. Бөлмеде тек бір шам жанып тұрды. Оның сары жарығы фортепианоның жалтыр бетіне түсіп, бөлмені жұмбақ реңге бөлеген. Әлихан фортепиано алдында отырды. Оның көзі маған қарап, ерні жымиды. Айгүл оның жанында тұрды. Дайынсың ба деп сұрады ол менен. Мен басымды изедім. Айгүл Әлиханға еңкейіп, оның құлағына бірдеңе сыбырлады. Сосын ол түзеленіп маған қарады. Қара деді ол жай ғана. Әлихан саусақтарын пернелерге апарды. Ол бір сәт тоқтап көзін жұмды, сосын ойнай бастады. Бұл мен бұрын естімеген әуен еді. Бірақ бұл жай ғана әуен емес, бұл толыққанды шығарма, күрделі, көпір қабатты, керең музыка. Оның саусақтары пернелерде сенімді, тіпті еркін жүгірді. Әуенде мұң да, үміт те, күрес те, жеңіс те бар еді. Ол өзінің бүкіл жан дүниесін осы музыка арқылы төгіп жатқандай, мен тынысымды ұмытып қатып қалдым. Бұл мүмкін емес еді. 3 жасар бала, керең бала, мұндай күрделі шығарманы өз бетінше ойнай алмайды. Бірақ ол ойнап тұрды. Әрбір нота дәл, әрбір аккорд толық, әрбір үзіліс мағыналы. Ол музыканы естімесе де, оны сезінді, түсінді және жасады. Шығарма аяқталғанда бөлмеде ұзақ тыныштық орнады. Әлихан саусақтарын пернелерден алып маған бұрылды. Оның көзінде жас бар еді, бірақ бұл мұңның жасы емес, бұл жеңістің, түсіністіктің жасы. Ол маған қарап тұрып, ернімен бір сөз айтты. Мен оның ернін оқыдым. Ол ана деді. Менің тізем бүгіліп жерге отыра кеттім. Көзірімнен жас парлап ақты. Мен өз баламның алғаш рет ана деген сөзін көрдім. Ол оны айта алмады, бірақ ол оны көрсетті. Ал бұл мен үшін кез келген дыбыстан артық еді. Айгүл маған жақындап иығыма қолын қойды. Ол саған арнап ойнады деді ол. Бұл оның саған деген сыйы, оның саған деген махаббаты. Мен Әлиханға қарадым. Ол әлі де маған қарап жымиып тұрды. Мен орнымнан тұрып оған бардым да, оны құшағыма алдым. Оның кішкентай жүрегі менің кеудеме соғылып, әрбір соққысы маған күш беріп жатқандай. Мен сені ешқашан тастамаймын деп сыбырладым мен оның шашына. Ешқашан. Естімесең де біл, мен сені жақсы көремін. Сен менің баламсың. Сен менің данышпанымсың. Сол сәтте мен бір шешімге келдім. Мен енді қорықпаймын. Азаматтан да, оның әлемінен де, болашақтан да. Мен балам үшін күресемін. Оның талантын, оның данышпандығын, оның өмірін қорғаймын. Қандай баға болса да мен төлеймін. Бірақ мен білмедім. Сол кеште фортепиано бөлмесінің сыртында қараңғы дәлізде біреу тұрды. Ол біздің әрбір сөзімізді, әрбір дыбысымызды естіді. Ол Әлиханның ойынын тыңдады. Ол менің антымды естіді. Ал оның көзінде тек суық есеп қана бар еді. Бұл адам Азамат емес еді. Бұл басқа біреу. Әлде қайда қауіпті біреу еді. Ал мен болсам, біздің үйге жаңа бір көлеңке енгенін, біздің тағдырымызға жаңа бір ойыншы қосылғанын әлі білмедім. Жылдар судың ағысындай зымырап өтті. Әлиханның фортепианодағы сол алғашқы жеңісі біздің өмірімізді түбегейлі өзгертті. Енді менде қорқыныш жоқ еді. Оның орнын баламның әрбір қадамын асыға күтетін аналық мақтаныш пен сақтық басты.
Азамат болса, баласының данышпандығын көрген сайын, оған деген көзқарасы өзгере бастады. Бұрынғы суық немқұрайлылықтың орнына оғаш бір қызығушылық, тіпті ашкөздікке ұқсас бір жылт-жылт еткен от пайда болды. Ол Әлиханды мұрагер деп атай бастады. Бірақ мен оның мұрагер деген сөзге қандай мағына беретінін сезетінмін. Бұл махаббат емес, бизнес еді. Әлихан 8 жасқа толған күні үйімізде тағы да сол бір сән салтанатты, бірақ жансыз мереке болды. Үлкен зал гүлдерге көмілді. Аспан шамдардың жарқырауы қонақтардың қымбат әшекейлерінде шағылысып көзді шағыстыратын. Дастархан мәзірі ең үздік мейрамханалардан келген аспаздардың қолынан шыққан. Бірақ мағаған бәрі дәмсіз болып көрінетін. Ауада хош иісті сулардың, темекі түтінінің және жасанды күлкінің қоспасы тұншықтыратындай еді. Әлихан менің қасында, өзінің әдеттегідей мінсіз костюмінде отырды. Ол ешқашан шу шығармайтын, ешқашан назар аудартпайтын. Ол жай ғана бақылайтын. Оның үлкен зерек көздері залдағы әрбір адамды, әрбір қимылды, әрбір ерім қозғалысын сканерлеп тұрды. Ол естімесе де бәрінен көп білетін. Мен оның қолын қысып ұстап отырдым. Осыдан 5 жыл бұрын Айгүл екеуміз оған құпия тілді үйрете бастадық. Бұл жай ымышара емес, бүтіндей бір жүйе еді. Айгүл оны көлеңкелер тілі деп атады. Ол маған экраnsыз, тек тербеліс арқылы жұмыс істейтін жұқашыны пластинадан жасалған планшет әкеп берді. Оған саусақпен жазасын, ал ол жазғанында тербеліске айналдырып, Әлиханның планшетіне жібереді. Ол тербелісті оқып, көз ілеспес жылдамдықпен жауап қайтаратын. Бұл біздің құпия әлеміміз, біздің қорғанымыз еді. Бірақ сол күні бұл қорған алғаш рет сыналды. Залдың төрінде Азамат 2 адаммен әңгімелесіп тұрды. Біріншісі Нұрлан Сыдықов. Ол біздің әулеттің басты қарсылас еді. Ұзын бойлы, сұрқия көзді, жүзінен жылылық емес, тек мұздай есеп танып тұратын адам. Олардың отбасыларымыздың арасындағы араздық ондаған жылдарға созылған, қанға боялған тарих еді. Екіншісі, оның оң қолы, бұрын әскери қызметте болған, түнеріңкі жүзді Марат. Олардың бүгін біздің үйде туған күнде болуының өзі үлкен күдік тудыратын. Бұл жай ғана сыпайылық емес, бұл бір ойынның бастамасы екені анық еді. Мен Әлиханға қарадым, ол екеуіне тесіле қарап қалған. Сосын оның саусақтары менің алақаныма білінер-білінбес қозғалыспен суыт жүріп өтті. Бұл біздің шартты белгіміз, қауіп. Жүрегім дүрс ете түсті. Мен оның көзқарасын бақыладым. Ол Нұрлан мен Мараттың еріндерінен көзін алмай, әрбір сөзді оқып тұрды. Олар бізден алыс, залдың арғы шетінде, музыка мен әңгіме шуылының арасында сөйлесіп тұрғандықтан, мен ештеңе ести алмадым. Бірақ Әлихан үшін қашықтық кедергі емес еді. Оның көру қабілеті, оның зейіні соншалықты жетілген, ол алыстан ерін оқуға машықтанған. Кенет оның денесі ширығып, тыныс алуы жиіледі. Ол менің алақанымды сығып жіберді. Сосын бос қолымен асықпай, бірақ аса сақтықпен қалтасынан тербеліс планшетін алды. Оны тізесінің астына тығып, ешкімге көрсетпей, саусақтарымен жылдам жаза бастады. Менің қолымдағы планшет дірілдеп, экранда әріптер пайда болды. Бұл кәдімгі әріптер емес, біз ойлап тапқан шифр еді. Бірақ мен оны жатқа білетінмін. Оның жазғаны. Олар әкемді өлтірмекші, бүгін, кешкі астан кейін, көлікте. Қаным басыма шапшыды. Құлағым шуылдап, зал ішіндегі бояулы шамдар айнала бастады. Мен бір сәтке есімнен танып қала жаздадым, бірақ Әлиханның қолы мені ұстап тұрды. Ол маған бұрылып көзіме тура қарады. Оның бала көздерінде қорқыныш жоқ еді. Онда тек суық, салмақты шешім бар еді. Ол тағы да жазды. Сабыр ет ана, ескерту керек. Қазір. Мен басын изедім. Тамағыма бір түйнек тығылды. Мен Азаматты жек көретінмін. Оның маған жасаған қысымы, суықтығы, мені тек бала туатын машина ретінде көруі. Бірақ ол менің баламның әкесі еді. Ал енді оның өміріне қауіп төніп тұр. Мен не істерімді білмей абдырап қалдым. Телефонды алып хабарласам ба? Жоқ, біздің әңгімелеріміз тыңдалатынын білетінмін. Азаматтың өзі, үйде де сыртта да құлақ бар дейтін. Тікелей барып айтуға болмайды. Нұрлан мен Марат бірден сезеді. Сол сәтте менің көзім залдың бұрышында, қызметшілерге арналған есіктің жанында тұрған Айгүлге түсті. Ол бізге қарап тұрды. Оның да жүзі көкіл тартқан. Ол да бірденен сезген. Әлихан Айгүлге де белгі берді. Олардың арасындағы байланыс менікінен де терең еді.
Айгүл бірден қозғалды. Ол қолына сусын салынған поднос алды да, Азамат, Нұрлан және Марат тұрған топқа қарай беттеді. Бұл оның әдеттегі жұмысы еді, ешкімге күдік тудырмайтын. Айгүл оларға жақындап сусын ұсынды. Ол күлімсіреп, жай ғана сыпайылық танытып тұрғандай. Бірақ мен оның саусақтарының бос қолында қалай жылдам қозғалғанын көрдім. Ол Азаматқа көрінбейтін, бірақ біздің шифрланған ым-ишара тілінде қауіп, тыңдау, бүгін деген белгілерді берді. Азаматтың жүзі өзгерген жоқ. Ол әлі де сыпайы жымиып, Нұрланды тыңдап тұрды. Бірақ оның көзі бір сәтке Айгүлге, сосын маған, сосын Әлиханға қарады. Оның көзқарасы бірден суып, аңшының көзіне айналды. Ол түсінді. Ол хабарды алды, бірақ бұл жеткіліксіз еді. Қастандықтың қашан, қалай болатынын нақты білмей, ол тек сақтанады, бірақ алдын ала алмайды. Әлихан мұны түсінді. Ол маған тағы да жазды. Апа, мен білемін, көлік. Олар көлікке жарылғыш қойды. Кешкі ас алдында, гаражда. Менің түсім суып кетті. Жарылғыш. Біздің үйде. Олар мұны біздің мерекемізде, баланың туған күнінде жасамақшы болды. Бұл хабарды Азаматқа жеткізу керек еді. Бірақ қалай? Мен Әлиханға қарадым. Ол маған планшетті көрсетті. Экранда бір сөз. Мен. Ол орнынан тұрды. Жүрегім жоқ деп айқайлады, бірақ дауысым шықпады. Ол маған сенімді түрде қарады да, Азаматқа қарай жүрді. Оның жүрісі салмақты, тіпті патшаға лайық еді. Ол әкесіне жақындап, оның жеңінен тартты. Азамат оған еңкейді. Нұрлан мен Марат таңдана қарады. Бұл керең баланың әкесімен тікелей сөйлесуі олар үшін жаңалық еді. Әлихан Азаматқа қарап тұрып, қолын көтеріп, саусақтарымен әуеде ымшара көрсете бастады. Бұл жайым емес. Бұл біздің шифрланған тіліміздің ашық көрінісі еді. Ол мұны әдейі Нұрланның көз алдында жасады. Ол, сенің көлігіңде жарылғыш бар. Олар сені өлтіргісі келеді. Гараж, қазір тексер, деген хабарды жеткізді. Әрбір қимыл анық, әрбір белгі дәл болды. Азаматтың жүзі бір сәтке қатып қалды. Сосын ол баласының басынан сипап жымиды. Бірақ бұл жымиюдың астында өлім қауіпін сезген жыртқыштың сақтығы бар еді. Ол түзуленіп, өзінің күзетшілеріне көз тастады. Олар бірден жанданды. Азамат Нұрланға бұрылып, кешірім сұрағандай болды да, шаруа деп сыбырлап залдан шығып кетті. Оның артынан екі күзетші сөйлесті. Нұрлан мен Марат бір-біріне қарады. Олардың жүзінде күдік пен ашу араласқан бір сезім пайда болды. Олар Әлиханға қарады. Олардың көзқарасы соншалықты ауыр, соншалықты қауіпті еді. Мен дереу орнымнан тұрып, баламды қорғауға ұмтылдым. Бірақ Әлихан олардан бұрылмады. Ол Нұрланның көзіне тура қарап тұрып жымиды. Бұл баланың күлкісі емес, бұл әкесінің жауына ашық түрде жасалған сынау, тіпті қорқыту еді. Ол, мен сенің құпияңды білем деп тұрғандай. Залдағы шу қайтадан күшейді. Ешкім ештеңе байқамады. Бәрі шарап ішіп, әңгімелесіп күліп жүрді. Ал сол бірнеше минуттың ішінде біздің отбасымыздың тағдыры шешілгенін, өлім мен өмір арасындағы жіптің үзіле жаздағанын ешкім білмеді. Арада 15 минут өткенде Азамат залға қайта оралды. Оның жүзі әдеттегідей салқын, киімі мінсіз, бірақ оның көзінің астындағы көлеңке тереңдеп, жақ бұлшық еттері ойнап тұрды. Ол маған бір қарап басын білдірмей изеді. Қауіп сейілді. Ол көлікті тексертіп, жарылғышты таптырғанын түсіндім. Ол аман қалды. Біздің баламыз оны құтқарды. Сол түні, қонақтар тарап үй тыныштыққа оранғанда, Азамат біздің бөлмеге келді. Ол бұрын ешқашан мұнда келмейтін. Ол есіктің алдында тұрып, Әлиханға ұзақ қарады. Әлихан төсекте отыр, қолында кітабы бар еді. Ол әкесінің келгенін сезіп, басын көтерді. Азамат оған жақында тізерлеп отырды. Ол баласының көзіне тура қарады. Сен мені құтқардың, деді ол баяу, бірақ әрбір сөзін анық айтып. Сен естімесең де мені естідің. Сен сөйлемесең де маған шындықты айттың. Әлихан оның ернін оқып басын изеді. Азамат оның ұғынан қысты. Оның көзінде мен бұрын соңды көрмеген бір сезім пайда болды. Бұл мақтаныш па, әлде өкініш пе? Түсіну қиын еді. Мен саған лайықты әке бола алмадым, деді ол сыбырлап. Бірақ бүгіннен бастап бәрі өзгереді. Сен менің мақтанышымсың. Сен тек мұрагер емес, сен менің қорғаушымсың. Ол орнынан тұрып маған бұрылды. Оның жанарында бұрынғы суықтық жоқ.
Орнына бір тәуелділік, тіпті әлсіздік бар еді. Оны қорға деді ол маған, қандай баға болса да. Енді ол тек сенің ұлың емес, ол біздің бәріміздің үмітіміз. Ол бұрылып бөлмеден шығып кетті. Мен Әлиханға қарадым. Ол маған бұрылып планшетіне бір сөз жазды. Экранда: «Қорқпа апа, мен бәрін көремін». Сол сәтте мен түсіндім. Менің 8 жасар ұлым енді тек данышпан музыкант емес. Ол осы қатыгез, қараңғы әлемдегі ең қуатты қаруға айналды. Ол ешкім білмейтін құпияларды білетін, ешкім естімейтін сыбырларды еститін жан еді. Ал оның бұл қабілеті бізді құтқарғанымен, одан да үлкен қауіптердің есігін ашып жатқанын мен сол түні жүрегімді үрей билеген қараңғыда анық сездім. Себебі Нұрлан Сыдықовтың көзіндегі өшпенділік оты енді менің балама бағытталған еді. Бұл оқиға 3 жылдан кейін болды. Әлихан 11 жасқа толды, бірақ оның көзқарасы әлде сәбидікіндей мөлдір емес, терең судың бетіндей салқын және тұңғиық еді. Сол жылдары Азаматтың империясы одан сайын кеңейді. Ол енді Алматының шетіндегі тау бөктерінде орналасқан, ауласында жеке көлі мен тікұшақ алаңы бар Алып сарайда тұратын. Бірақ бұл сарайдың әрбір тасының астында үрей мен сатқындықтың салқын тынысы жатқанын мен ғана сезетінмін. Сол күні кешке Азамат үлкен салтанат ұйымдастырды. Бұл оның қайырымдылық қорының 5 жылдығына арналған ресми іс-шара еді. Шақыру қағаздары еліміздің ең ықпалды адамдарына жіберілді. Залға кіребеште қауіпсіздік қызметінің 10 шақты жігіті тұрды. Олардың құлағында сымсыз байланыс құрылғылары, көздерінде рентген сәулесіндей өткір ұқыптылық бар еді. Мен Әлиханды қолынан ұстап, 2-ші қабаттағы галереядан төменге қарадым. Төменде жүздеген адам қайнап жатты. Ерлер қымбат костюмдерде, әйелдер жібек пен гауһар тастардың арасында жүзіп жүргендей. Ауада француз парфюмериясының, жаңа кесілген гүлдердің және ақшаның иісі араласып кеткен. Әлихан менің қолымды қысты. Мен оған қарадым. Ол әдемі қара түсті костюм киген, ақ жейдесінің жағасы мінсіз. Бірақ оның назары киімде емес, төмендегі адамдардың еріндерінде еді. Ол әрбір ауыздың қимылын, әрбір жымиюдың бұрышын, әрбір қабақтың түйілуін оқып тұрды. Мен оның не істеп жатқанын білдім. Ол аңдып жүрді. Соңғы 3 жылда Әлиханның қабілеті одан сайын жетілді. Ол енді тек ерін оқып қана қоймай, адамдардың дене тілін, тыныс алу ырғағын, тіпті жүрек соғысының жиілігін сезетін болды. Ол үшін әрбір адам бір музыкалық аспап сияқты еді. Біреуі скрипкадай ширығып, өтірік айтса, енді біреуі барабандай дүрсілдеп, ашуын жасыра алмай қалатын. Ал ол осы үлкен оркестрдің үнсіз дирижері еді. «Апа», деді ол планшетіне жазып. Экрандағы әріптер үлкен және анық еді. Төмендегі адамдардың көбі әкемді жек көреді, бірақ олар күліп жүр. Неге? Мен күрсіндім. Бұл сұраққа қалай жауап беру керек? Қалайша 11 жасар балаға үлкендер әлемінің 200-лігін түсіндіруге болады? Өйткені жаным, дедім мен оның қолын қысып. Бұл әлемде шындықтан гөрі күлімсіреу көп нәрсені шешеді. Бірақ сен олардың шынайы жүзін көре аласың. Бұл сенің сыйың әрі қарарғысың. Әлихан басын изеді. Оның жүзінде ешқандай эмоция болмады. Ол жай ғана фактыны қабылдады. Сосын ол планшетін көтеріп, тағы бір сөз жазды. «Мен бүгін ойнаймын, рояльді». Менің жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Әлихан соңғы 2 жыл бойы үйдегі музыка бөлмесінен шықпай, күніне 8 сағаттан фортепианода ойнайтын. Оның мұғалімдері әлемнің ең үздік пианистері, оны ғасырдың кереметі деп атайтын. Бірақ ол ешқашан көпшіліктің алдында өнер көрсетпеген еді. Оның әлемі дыбыстардың тербелісі, пернелердің үні, үнсіздіктің музыкасы болатын. Ал бүгін ол сол әлемнің есігін бөтен адамдарға ашпақшы. «Сен дайынсың ба?» деп сұрадым мен. Ол маған қарап жымиды. Бұл сирек кездесетін сәт еді. Оның жымиюы күннің бұлттың арасынан шыға келген сәулесіндей жылы әрі нәзік болды. «Мен дайынмын апа, бірақ олар дайын ба?» Салтанаттың ресми бөлімі басталды. Азамат сахнаға шығып қысқа сөз сөйледі. Оның дауысы залдың әрбір бұрышына жететіндей терең әрі салмақты еді. Ол қайырымдылық туралы, болашақ туралы, ұрпақ тәрбиесі туралы айтты. Оның сөздері мүнсіз, бірақ мен оның көзінің астындағы шаршауды, иығындағы ауыр жүкті көрдім. Соңғы 3 жылда ол 10 жылға қартайғандай еді.
Ал енді құрметті қонақтар, деді Азамат. Оның даусына кенеттен бір жылылық енді. Мен сіздерге ерекше бір тосын сый дайындадым. Менің ұлым Әлихан бүгін сіздер үшін фортепианода ойнайды. Залда сыбыр-күбір басталды. Көпшілік Азаматтың ұлы туралы естіген, бірақ ешкім оны көрмеген еді. Қалада түрлі өсек-аяң тараған. Біреулер оның ауыр науқас екенін айтса, енді біреулер оның мүлде жоқ екенін, бұл тек Азаматтың имиджі үшін ойлап тапқан аңыз екенін сыбырлайтын. Ал енді олар шындықты көретін болды. Жарық сөнді. Тек сахнаның ортасындағы ақ рояль ғана прожектордың сәулесімен жарқырап тұрды. Әлихан менің қолымды жіберіп, сахнаға қарай жүрді. Оның қадамдары баяу, бірақ сенімдеді. Залдағы мыңдаған көз оған қадалды. Мен оның жүрегінің қаншалықты қатты соғып тұрғанын сездім. Бірақ оның жүзінде ешбір қобалжу белгісі жоқ еді. Ол рояльдың алдына келіп отырды. Саусақтары пернелерге тиген сәтте, залдағы уақыт тоқтап қалғандай болды. Ол ойнай бастады. Алғашқы ноталар әуелі ақырын, сыбырлағандай шықты. Бұл Шопеннің түнгі арман шығармасы еді. Бірақ Әлихан оны өзінше ойнады. Оның саусақтары пернелермен сөйлесті. Әрбір дыбыс бір оқиғаны баяндады. Мелодия көтеріліп, төмендеп, кейде дауылдай дүрсілдеп, кейде жаңбырдың тамшысындай сыңғырлады. Зал тына қалды. Адамдар тыныс алуды ұмытты. Мен көзінің жасын ұстай алмадым. Бұл менің балам еді. Менің ештеңе естімейтін, бірақ әлемнің барлық дыбысын жүрегімен сезетін балам. Ол музыканы естімейтін, бірақ музыка оның ішінде өмір сүретін. Ол тербелістерді сезетін, саусақтарының ұшымен, денесінің әрбір жасушасымен. Және бұл тербелістерді ол адамдардың жан дүниесіне жеткізетін. Ол ойнап болғанда, залда бірнеше секунд бойы үнсіздік орнады. Сосын дүркіреген қол шапалақтау басталды. Адамдар орындарынан тұрып қол соғып жатты. Кейбіреулерінің көзінде жас бар еді. Мен Азаматқа қарадым. Ол сахнаның шетінде тұрып, ұлына қарап тұрды. Оның жүзінде мен бұрын соңды көрмеген бір сезім пайда болды. Бұл мақтаныш қана емес, бұл бір табыну, тіпті қорқыныш араласқан күрделі сезім еді. Ол өзінің ұлының кім екенін, оның қандай құдіретке ие екенін толық түсінгендей болды. Әлихан орнынан тұрып, сахнадан түсті. Ол маған қарай жүрді, бірақ жолда оны адамдар қоршап алды. Олар оның қолын алып, иығынан қалып, жүздеріне жасанды жымиюларын жапсырып, мақтау айтып жатты. Әлихан олардың еріндерін оқып, басын изеді, бірақ мен оның көзінің суып бара жатқанын көрдім. Ол олардың шынайы ойларын оқып тұрды. Олардың мақтауының астында қызғаныш, қорқыныш және есеп жатқанын көрді. Сол сәтте мен оның жанына бір қыздың келгенін байқадым. Ол Әлиханмен құрдас, бәлкім бір-екі жас үлкен шығар. Қара шашы ұзын, көздері қарағаттай жылтырап тұрды. Оның киімі қарапайым, бірақ өте қымбат еді. Мұны тек шынайы байлықтың белгісін түсінетіндер ғана байқайтын. Ол Әлиханға жақындап, оның көзіне тура қарады. Сенің ойының керемет болды, деді ол. Оның ерні баяу анық қимылдады. Әлихан оқи алатындай етіп. Менің атым Айлин. Менің әкем сенің әкеңмен көптен бері таныс. Әлихан оның ернін оқып, сосын планшетіне жазды. Рахмет, сенің әкең кім? Айлин жымиды. Бұл жымию тәтті, бірақ мен оның астында бір қауіпті тереңдікті сездім. Менің әкем Нұрлан Сыдықов. Менің жүрегім мұздақ қоя берді. Нұрлан Сыдықов Азаматтың ең басты бәсекелесі. 3 жыл бұрын көлігіне жарылғыш қойғызбақ болған адам. Сол кеште Әлихан оның даусындағы өтірікті сезіп, әкесінің өліммен арашалап қалған еді. Ал енді оның қызы менің баламның жанында тұр. Әлихан маған қарады. Оның көзінде бір сұрақ пайда болды. Мен басымды шайқадым. Оған абай болу керектігін ескерткім келді. Бірақ Әлихан Айлинге қайта бұрылып, планшетіне жазды. Мен сенің әкеңді білемін. Ол біздің үйге келген. Айлиннің жүзіндегі жымию сәл өзгерді. Ол енді бұрынғыдай тәтті емес, салқын әрі зерттеуші еді. Иә, мен білемін. Әкем сен туралы көп айтады. Ол сені ерекше бала дейді. Ал мен бүгін оның неге олай айтатынын түсіндім. Сен шынымен де ерекшесің, Әлихан. Ол ерекше деген сөзді ерекше бір интонациямен айтты. Бұл мақтау емес, бұл бір мойындау. Тіпті бәсекелестікке шақыру сияқты еді. Әлихан оның бетіне ұзақ қарады. Сосын ол планшетіне тағы бір сөз жазды. Сен де ерекшесің, бірақ сенің жүрегің басқаша соғады. Айлиннің көзі бір сәтке кеңейіп кетті.
Ол Әлиханның не айтқанын түсінді. Ол оның жүрек соғысының ырғағын сезіп тұрғанын, оның шынайы ниетін оқып тұрғанын ұқты, бірақ ол қорытынды жасамады. Ол тек жымиып бұрылып кетті. Оның кетіп бара жатқандағы қадамы сенімді, тіпті менмен еді. Түн ортасына таяу салтанат аяқталды. Қонақтар тарап тыныштыққа оранды. Бірақ Әлихан ұйықтамады. Ол өзінің бөлмесінде компьютерінің алдында отырды. Мен оған жақындап не істеп жатқанын көрдім. Экранда бейне жазбалар ашылып жабылып жатты. Ол кештегі қауіпсіздік камераларының жазбаларын қарап отыр екен. Не істеп жатырсың деп сұрадым мен. Ол маған бұрылып планшетіне жазды. Мен әкемнің айналасындағы сатқынды іздеп жүрмін. Бүгін залда біреу өте қауіпті сөздер айтты. Мен оның дауысын естімедім, бірақ оның сөздерінің ырғағын көрдім. Ол әкеме қарсы жоспар құрып жүр. Менің тұла бойым тітіркеніп кетті. Кім? Сен оны таныдың ба? Әлихан басын шайқады. Сосын ол экрандағы бір жазбаны тоқтатып үлкейтіп көрсетті. Онда екі адам тұрды. Біреуі залдың бұрышында, екіншісі оған сыбырлап сөйлеп тұр. Олардың бет әлпеті анық көрінбеді, бірақ олардың дене тілі ширыққан, қауіп деді. Мен олардың не айтқанын білмеймін деп жазды Әлихан. Бірақ мен олардың әңгімесінің ырғағын жадыма сақтадым. Бұл ырғақ сатқындықтың ырғағы. Мен оны ешқашан ұмытпаймын. Егер мен осы ырғақты тағы бір рет көрсем, мен оларды бірден танимын. Ол маған қарады. Оның көзінде мен бұрын соңды көрмеген бір қаталдық пайда болды. Апа деп жазды ол. Әкемнің жаулары көп, бірақ ең қауіптісі оның жанында жүргендер. Мен оларды табамын, мен олардың барлығын табамын. Мен оның қолын ұстадым. Оның саусақтары суық еді. Сол сәтте мен түсіндім. Менің балам енді тек данышпан музыкант емес. Ол осы қараңғы әлемнің ең үнсіз, ең қауіпті сақшысына айналды. Ол ешкім естімейтін сыбырларды еститін, ешкім көрмейтін көлеңкелерді көретін. Ал оның бұл қабілеті бізді қорғағанымен, оны бірте-бірте өзгертіп бара жатты. Ол балалығын жоғалтып, суық, есепшіл бір тіршілік иесіне айналып келе жатқандай еді. Мен терезеге қарадым. Таулардың үстінде ай жаңа ғана көтеріліп келе жатты. Оның суық сәулесі бөлменің ішіне түсіп, Әлиханның жүзін жарықтандырды. Ол әлі де экранға қарап отырды. Оның саусақтары пернетақтаның үстінде билеп, әрбір жазбаны, әрбір кадрды тексеріп жатты. Ол осы үлкен, қорқынышты үйдің ішіндегі ең кішкентай, бірақ ең қуатты детектив еді. Мен оған қарап ішімнен бір дұға оқыдым. Оны қорғай көр, оның жүрегін сақтай көр, оның балалығын ұмыттырмай көр деп тіледім. Бірақ мен білдім, бұл әлемде періштелер аман қалмайды. Ал менің балам періште болудан әлдеқашан қалған еді. Ол енді бір жауынгерге айналып бара жатты. Ең қорқыныштысы, ол мұны өзі таңдаған жоқ. Бұл тағдырдың оған тарту еткен сыйы әрі қарғысы еді. Салтанатты кештен кейінгі апталар үй ішіндегі ауа райын түбегейлі өзгертті. Әлихан енді түндерін ұйқысыз өткізетін болды. Оның бөлмесіндегі компьютер мониторының суық жарығы таң азанға дейін сөнбейтін. Мен түн ортасында оянып кетсем, ол әлі де қауіпсіздік камераларының жазбаларын қарап отыратын. Оның жүзі шаршаған, бірақ көздері әлде бір құпияны ашудың құштарлығымен жанып тұратын. Ол маған бір күні планшетіне бір ауыз сөз жазды. Сатқын әлі де осы үйдің ішінде жүр. Мен оның тыныс алу ырғағын сеземін. Мен қорқтым. Менің балам енді тек музыканы ғана емес, адамдардың жан дүниесіндегі ең жасырын тербелістерді де оқитын болды. Бұл оны ақырын, бірақ сөзсіз өзгертіп жатты. Ол күн санап үнсіз, тұйық бола бастады. Оның бұрынғыдай ас үйдегі ыдыстардың сылдарына елігіп, ердімен әуен ызыңдағанын көрмедім. Енді ол тек тыңдады. Әрбір дыбысты, әрбір сыбдырды, әрбір күдікті үнсіздікті тыңдады. Бір күні түстен кейін ол маған үлкен залдағы рояльға баруды ұсынды. Бұл мені таңғалдырды. Әлихан соңғы күндері рояльға мүлде жоламаған еді. Оның музыкалық шабыты сатқындықты іздеу құмарлығының көлеңкесінде қалып қойғандай көрінетін. Залға кіргенімізде Айгүл бұрыштағы орындықта отыр екен. Ол Әлиханды көргенде орнынан атып тұрып басын изеді. Оның жүзінде әлде бір кінәлілік пен үміт араласқан оғаш өрнек бар еді. Мен оның Әлиханмен бірге бірдеңе жоспарлап жүргенін бірден сездім. Айгүл, сен неге келдің деп сұрадым мен. Даусында сәл күдік бар. Мені Әлихан шақырды деді ол жаймен.
Ол маған бір тапсырма берді. Өте маңызды тапсырма. Мен Әлиханға қарадым. Ол планшетіне жазып маған көрсетті. Апа, біз әкеме арналған симфония жазамыз. Бірақ бұл жай симфония емес. Бұл кодталған хабар. Әрбір нота, әрбір ырғақ Морзе әліппесіндегі әріптер. Біз оған сатқынның кім екенін осы музыка арқылы айтамыз. Менің тұла бойым мұздап кетті. Бұл идеяның өзі ақылға сыймайтын қауіп деді. Егер сатқын бұл хабарды түсініп қойса, Әлихан үлкен қатерге ұшырайтын еді. Балам, бұл тым қауіпті емес пе деп сыбырладым мен. Егер олар түсініп қойса ше? Әлихан маған ұзақ қарады. Сосын ол планшетіне жауап жазды. Олар түсінбейді, өйткені олар музыканы тек дыбыс деп естиді, ал мен музыканы тіл деп естимін. Мен олардың естімейтін жиіліктерінде сөйлей аламын. Бұл менің ғана меңгерген тілім. Ол рояльдың қасына барды. Айгүл оған нота дәптерін әкеліп берді. Әлихан алдымен пернелерге саусақтарын тигізбей, ауада бірдеңені өлшегендей қозғалды. Мен оның не істеп жатқанын түсінбедім, бірақ Айгүл маған сыбырлап түсіндірді. Ол әуелі ырғақты ойлап табады. Сатқындықтың ырғағын, сол кеште естіген ырғақты, сосын оны Морзе әліппесіне айналдырады. Әлихан кенет ойнай бастады. Алғашқы ноталар ауыр, қараңғы, тіпті қорқынышты естілді. Бұл әуен емес, бұл бір ескерту, бір айыптау сияқты еді. Әрбір аккордта шиеленіс, әрбір үзілісте үрей бар еді. Мен оның саусақтарының пернелерді қалай басып жатқанына қарап отырып, көзіме жас алдым. Бұл менің баламның жүрегінен шыққан ащы шындық еді. Ол өзінің қорқынышын, өзінің ашуын, өзінің әкесін қорғауға деген шексіз ынтасын ноталарға айналдырып жатты. Айгүл болса, оның әрбір қимылын мұқият бақылап, нота дәптеріне бірдеңелерді жазып отырды. Ол кейде басын изеп, кейде қабағын түйіп, Әлиханның ойынын түсінуге тырысты. Бірақ мен оның толық түсінбейтінін білдім. Әлиханның музыкасы тым күрделі, тым терең еді. Ол жай ғана дыбыстар емес, ол математикалық формулалар, шифрланған мәтіндер, жасырын карталар еді. Бір сағаттан кейін Әлихан тоқтады. Оның маңдайынан тер моншақтап шығыпты. Ол терең дем алып, планшетіне бірнеше сөз жазды да Айгүлге көрсетті. Айгүл оқып, маған дауыстап айтты. Бірінші бөлім дайын. Бұл сатқынның көлеңкесі деп аталады. Бұл бөлімде ол әкесіне қауіп төніп тұрғанын айтады. Әрбір 3 нота сайын бір әріп жасырылған. Егер әкесі мұқият тыңдаса, ол сенің жаныңда жау жүр деген сөздерді ести алады. Менің жүрегім дүрсілдеп соқты. Бұл тым батыл, тым ашық ескерту емес пе еді? Бірақ Әлихан маған сенімді көзбен қарап, планшетіне тағы жазды. Әкем музыканы түсінеді, ол менің ойынымды сезеді. Бірақ оған бұл хабарды дәлелдеу үшін мен оған сатқынның жеке ырғағын көрсетуім керек. Ол ырғақты мен әлі толық таппадым, бірақ табам. Келесі күндері зал үнемі музыкаға толы болды. Әлихан мен Айгүл таңертеңнен кешке дейін жұмыс істеді. Олар симфонияның 2-3 бөлімдерін жазды. Әрбір бөлімнің өз атауы, өз коды, өз мақсаты бар еді. 2 бөлім айнадағы достар деп аталды. Бұл бөлімде Әлихан әкесіне оның айналасындағы адамдардың шынайы бет пердесін көрсетпек болды. Әрбір адамға арналған жеке музыкалық портрет, жеке ырғақ бар еді. Біреуінің ырғағы жұмсақ, бірақ өтірікшіл. Енді біреуінің ырғағы қатқыл, бірақ адал. Тағы біреуінің ырғағы тұрақсыз, құбылмалы, қауіпті еді. 3 бөлім ең күрделісі болды. Ол қара перденің астары деп аталды. Бұл бөлімде Әлихан өзінің ең үлкен жаңалығын, сатқынның нақты ырғағын жасырмақ болды. Ол үшін оған сол кештегі камера жазбаларын қайта-қайта қарап, екі күдіктінің сөйлесу мәнерін, дене қимылдарын, тіпті жүрек соғыстарының ырғағын зерттеуге тура келді. Ол маған бір түнде планшетіне былай деп жазды. Мен олардың жүрек соғысын естимін. Камера жазбасының дыбысы өте әлсіз, бірақ мен олардың кеудесіндегі тербелістерді көремін. Біреуінің жүрегі баяу, салмақты соғады, ол кәсіп қой. Ал екіншісінің жүрегі жиі, тұрақсыз соғады, ол қорқып тұр. Бірақ екеуі де бір ырғақта сөйлейді. Бұл бұйрық беру ырғағы. Олардың бірі екіншісіне бұйрық беріп тұр. Мен оның бұл сөздерінен кейін ұйықтай алмадым. Үйдің ішінде, біздің көз алдымызда бір сұмдық жоспар пісіп жетіліп жатты. Ал менің балам осы жоспардың жібін тарқатуға тырысып, өз өмірін қатерге тігіп жатты. Ақыры бір аптадан кейін симфония дайын болды.
Әлихан оны әкесіне көрсетуді ұйғарды. Ол Айгүлден әкесін залға шақыруды өтінді. Мен де сол жерде болдым. Жүрегім маландаушылықтан қысылып, тынысым тарылып тұрды. Әкесі келді. Ол әдеттегідей қара костюмын киіп, бетіне суық іскерлік өрнек орнатқан. Оның қасында екі күзетшісі бар еді. Ол залдың ортасына келіп қолын көтерді. Күзетшілер есік алдында тоқтап қалды. «Не болып қалды?» деді ол. «Қысқа ғана. Менің уақытым тығыз. Айгүл, сен неге әлі үйіңе қайтпадың?» Айгүл сәл иіліп жауап берді. «Мырза, сіздің ұлымыз сізге бір сыйлық дайындады. Ол сізге арнап симфония жазды. Оны тыңдауымызды өтінеді». Әкесі Әлиханға қарады. Оның көзінде бір сәтке жылылық пайда болғандай болды. Бірақ ол тез сөніп, орнын кәдімгі қаталдық басты. «Симфония?» деді ол күмәнмен. «Әлихан, сенің музыкаң маған ұнайды, бірақ қазір менің басқа істерім бар. Мүмкін кейінірек». Бірақ Әлихан оның сөзін бөлді. Ол рояльдың алдына отырып ойнай бастады. Бұл жолы ол әкесінің рұқсатын күтпеді. Алғашқы ноталар залдың ауасын дірілдетіп, бәрімізді орнымызға шегелеп тастады. Әкесі сөйлемек болып аузын ашты, бірақ музыка оның сөзін жұтып қойды. Ол үнсіз қалды. Әлихан сатқынның көлеңкесін ойнады. Әуен алғашында баяу сыбырлағанда естілді, сосын ол күшейе түсті. Ол әкесінің айналасындағы жасырын, қауіпті, көзге көрінбейтін торды, әрбір қадамда күтіп тұрған тұзақты бейнеледі. Мен әкесінің жүзіне қарадым. Ол алғашында бей-жай тыңдады, сосын оның қабағы түйілді. Ол бірдеңені түсіне бастағандай болды, бірақ ол түсінген нәрсесі қауіп туралы ескерту емес, ұлының ойынына деген ашу ыза еді. Әлихан екінші бөлімге айнадағы достарға көшті. Бұл жерде музыка өзгерді. Ол енді әртүрлі адамдардың мінезін, олардың шынайы ниеттерін күлкілі, кейде үрейлі етіп көрсетті. Әрбір музыкалық портрет бір айыптау, бір әшкерелеу еді. Әкекесі бұл жерде шыдай алмады. Ол қолын көтеріп айқайлады. «Жетер, тоқтат!» Музыка шорт кесілді. Залда сұмдық бір тыныштық орнады. Әлиханның саусақтары пернелердің үстінде қатып қалды. Ол әкесіне бұрылмады, тек иықтары сәл дірілдеп кетті. Әкесі оған жақындап қатты дауыспен сөйледі. «Бұл не? Бұл музыка емес, бұл бір мазақтау. Сен менің серіктестерімді, менің достарымды келеке етіп отырсың. Саған мұны кім үйретті? Анаң ба? Немесе мына күтушің бе?» Ол Айгүлге қарады. Оның көзінде өшпенділік оты жанды. «Сен оның басын айналдырдың ба? Оған әлде бір ақмақтық идеяларды қидың ба?» Айгүлдің беті бозарып кетті. Ол бірдеңе деп жауап бермек болды, бірақ даусы шықпады. Мен араша түспек болдым. «Мырза, тыңдаңызшы. Бұл жай музыка емес, бұл хабар. Сізге арналған жасырын хабар. Әлихан сізге бір маңызды нәрсе айтқысы келеді». «Жасырын хабар?» Әкесі кекетіп күлді. Бірақ оның күлкісі суық қатыгез еді. «Менің ұлым мылқау. Ол сөйлей алмайды. Ол қандай хабар бере алады? Ол тек әуен ойнайды. Ал бұл әуен баланың бос қиялы. Артыр ештеңе емес». Ол Әлиханның иығынан ұстап, оны өзіне қаратты. «Маған қараш», деді ол. «Сенің музыкаң әдемі, бірақ сен оны менің істеріме араластырма. Бұл саған тиесілі емес әлем. Түсіндің бе? Бар, бөлмене бар. Ал сен...» Ол Айгүлге бұрылды. «Ертең мұнда болма. Жұмыстан босатылдың. Есепші ақшаңды береді». Әкесі бұрылып залдан шығып кетті. Оның қадандары мәрмәр еденде жаңғырып, біздің жүрегімізге қадалғандай болды. Күзетшілер оның соңынан ерді. Есік тарс жабылды. Залда үшеуміз қалдық. Айгүл жылап жіберді. Ол тізерлеп отырып қалып, бетін қолдарымен жапты. Мен Әлиханға қарадым. Ол әлі де рояльдың алдында отырды. Оның жүзі тас қараңғы түндей болып, ешбір сезім білдірмеді. Бірақ мен оның ішінде бір сұмдық дауылдың соғып тұрғанын білдім. Ол өзінің ең үлкен қорқынышымен бетпе-бет келді. Өз әкесінің оны түсінбеуімен, оның дауысын естімеуімен, ол ақырын ғана орнынан тұрды да, планшетін алып, маған бір сөйлем жазды. Ол естімеді, бірақ мен тоқтамаймын. Мен бұл симфонияны үлкен концертте орындаймын. Әкемнің барлық серіктестері, барлық достары, барлық жаулары жиналатын концертте. Мен олардың барлығына сатқынның ырғағын тыңдатамын. Сонда олардың бірі өз-өзінен әшкереленеді. Мен оның жүрегінің соғысын, тынысының өзгеруін, денесінің дірілін көремін.
Сол жерде сахнада барлығының көзінше. Мен оның қолын ұстадым. Оның саусақтары мұздай суық, бірақ тас берік еді. Балам, бұл өте қауіпті деп сыбырладым мен. Олар сені өлтіруі мүмкін. Ол маған ұзақ қарады, сосын жазды. Егер мен үндемесем, олар әкенді өлтіреді. Менің таңдауым жоқ. Менің дауысым, менің музикам. Мен оны әлем естігенше айқайлаймын. Сол түні мен Айгүлді жұбатып, оған бәрі жақсы болатынын айттым, бірақ өзім де оған сенбедім. Үй іші тым-тыныш, тым қараңғы еді. Әрбір бұрышта сыбырлар, әрбір көлеңкеде көздер бар сияқты көрінді. Мен Әлиханның бөлмесіне қарай беттедім. Ол тағы да компьютерінің алдында отырды. Экранда үлкен концерт залының жоспары, орындықтардың орналасу схемасы, тіпті әрбір қонақтың отыратын орны белгіленген тізім бар еді. Ол өзінің үлкен қойылымын дайындап жатыр екен. Ол маған бұрылып жазды. Концертке 2 апта қалды. Мен дайын боламын. Ал сен, апа, маған сенуің керек. Өйткені бұл жолы мен тек музыкант емеспін. Мен аңшымын. Ал менің оғым, менің симфониям. Мен оған сендім. Өйткені басқа амалым жоқ еді. Өйткені ол менің балам еді. Өйткені ол үнсіздіктің ішіндегі ең қатты дауыс, қараңғылықтың ішіндегі ең жарық сәуле еді. Ал біздің үйіміздің үстінде жиналып келе жатқан бұлттар күн санап қоюланып, ауырлап бара жатты. Дауылдың алғашқы тамшылары жақында төгілетінін мен жүрегіммен сездім. Сол 2 апта менің өмірімдегі ең ұзақ, ең ауыр күндер болды. Уақыт созылып, әрбір сағат бір күнге, әрбір күн бір жылға айналды. Үй ішіндегі тыныштық зират тыныштығындай суық, ауыр еді. Әлихан өз бөлмесінен шықпай, күні-түні сол симфониямен айналысты. Мен оған тамақ апарғанда, оның көзінің астындағы қара көлеңкелерді, бетінің сұрланып кеткенін көрдім. Бірақ оның көздерінде от жанды, ешқашан сөнбейтін, бір нәрсеге толық сенімді адамның оты. Ол маған концерт залының жоспарын көрсетті. Ол Алматыдағы ең беделді, ең үлкен концерт залдарының бірі. Әкесінің байланысымен оны жалға алу қиын болмады. Әлихан әрбір орындықтың орнын өзі белгілеп, әрбір қонақтың кім екенін, олардың әкесінің бизнесіндегі рөлін, бір-бірімен қарым-қатынасын жазды. Бұл тізімде 30-дан астам адам бар еді. Олардың арасында әкесінің ең сенімді серіктестері, ең жақын достары, тіпті 2-3 бәсекелесі де болды. Әлихан олардың барлығын зерттеді. Ол маған әрқайсының жекесін, әдеттерін, жүріс-тұрысын, тіпті қандай музыканы ұнататынын айтып берді. Ол аңшыдай дайындалды. Ал оның торы әуен, оның қақпаны дыбыс толқындар еді. Концерт күні келгенде менің жүрегім тас төбеме шықты. Таңертеңнен бері аспан бұлтты, ауа ауыр, тұншықтырғыш еді. Біз залға ерте келдік. Әлихан сахнадағы үлкен қара рояльдің жанында тұрып, оның пернелерін сипады. Ол маған бұрылып планшетіне жазды. Бүгін бәрі шешіледі, апа. Не мен, не олар. Бірақ мен дайынмын. Мен оның қолын ұстадым. Саусақтары тағы да мұздай суық еді, бірақ діріл жоқ, тек тыныштық пен шешім. Мен саған сенем, балам, дедім мен. Тек абай бол, өтінем. Ол күлді, сирек кездесетін жылы күлкі, сосын сахнаның артына кетті. Кеш басталды, зал толды. Мен сахнаның шетіндегі перденің артында тұрып, келген адамдарды бақыладым. Олардың барлығы бай, беделді, өзіне сенімді жандар еді. Ер адамдар қымбат костюмдерде, әйелдер жарқыраған әшекейлермен. Олар бір-бірімен сыпайы амандасып, күлімдеп өсек айтып, әдеттегідей тірліктерін жасады. Бірақ мен олардың көздерінен бір нәрсені көрдім. Қорқыныш. Әрбір адам бір-біріне сенбейді, әрбір көзқараста күдік, әрбір күлкінің астында сақтық бар. Бұл мафия әлемінің шынайы бет-бейнесі еді. Әлиханның әкесі Нұрлан мырза ең алдыңғы қатарда, дәл ортада отырды. Оның жанында оң қолы, сенімді адамы Бауыржан, және тағы бірнеше маңызды серіктестері болды. Мен Бауыржанды жақсы білетінмін. Ол Нұрлан мырзаның ең ескі досы, бала кезінен бірге өскен жан. Ол әрқашан сыпайы жұмсақ сөйлейтін, бірақ оның көздері суық, есепшіл еді. Мен оны ешқашан ұнатпадым. Бірақ Нұрлан мырза оған өз бауырындай сенетін. Сахнаға жүргізуші шығып, қысқаша хабарлама жасады. Құрметті қонақтар, бүгін сіздер ерекше концерттің куәсі боласыздар. Жас дарын Нұрлан мырзаның ұлы Әлихан өзінің жаңа симфониясын алғаш рет сіздерге тарту етеді. Бұл шығарма
үнсіздік симфониясы деп аталады. Тыныштық сақтап, тыңдауларыңызды сұраймыз. Залдағы шамдар сөнді. Тек сахнадағы рояль ғана жарықпен жарқырап тұрды. Әлихан шықты. Ол қарапайым, бірақ өте әдемі қара костюм киген еді. Оның жүзі сабырлы, қозғалыстары баяу, асықпайтын. Ол рояльдың алдына отырып бір сәт көзін жұмды. Залда толық тыныштық орнады. Адамдар тыныстарын ішке тартты. Сосын ол ойнай бастады. Алғашқы ноталар жұмсақ, нәзік, көктемгі жаңбырдың тамшыларындай болды. Әуен залды толтырып, әрбір адамның жүрегіне жетті. Бұл балалық шақтың әуені еді. Таза, аңғал, сенімді. Ол дыбыстар арқылы өзінің ішкі әлемін ашты. Адамдар терең тыныстап, орындықтарына жайғасты. Мен олардың кейбірінің көзіне жас келгенін көрдім. Әлиханның музыкасы сиқырлы еді. Ол сөзсіз, тілсіз, адамның ең терең сезімдеріне жететін. Бірақ мен білдім. Бұл тыныштық алдындағы дауыл. Әлихан маған симфонияның құрылымын түсіндірген болатын. Бірінші бөлім балалық шақ, екінші бөлім өсу, үшінші бөлім сатқындық, ал төртінші бөлім әшкерелеу. Ол әрбір бөлімді белгілі бір ырғақпен, белгілі бір кодпен байланыстырды. Сатқындық бөлімінде ол күдікті адамдардың жүрек соғысының ырғағын, олардың тыныс алу жиілігін музыкаға айналдырды. Әрбір күдіктінің өз ырғағы бар еді. Ал нағыз сатқынның ырғағы ерекше, басқалардан бөлек бір оқиғамен байланысты болды. Әлихан сол ырғақты симфонияның жүрегіне орналастырды. Ол оны опасыздық коды деп атады. Бірінші бөлім аяқталды, екінші бөлім басталды. Әуен күрделене түсті. Онда шиеленіс, қорқыныш, бірақ сонымен бірге күш пен шешім пайда болды. Мен сахнаның артында тұрып, залды бақыладым. Адамдар әлде әуенге беріліп отырды. Бірақ мен бір нәрсені байқадым. Бауыржанның қолы орындықтың тұтқасын қатты қысып алған. Оның саусақтары ағарып кеткен. Ол әуенді тыңдап отырды. Бірақ оның денесі ширығып, бір нәрседен қашқысы келгендей болды. Менің жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Сен бе деп ойладым мен. Сен бе, Бауыржан? Үшінші бөлім басталды. Сатқындық бөлімі. Әуен кенеттен өзгерді. Ол бұрынғыдай әдемі, бірақ ішінде бір сұмдық, бір жасырын қауіп бар еді. Дыбыстар қабырғалардан жаңғырып, адамдардың жүрегіне қорқыныш ұялатты. Бұл сенімнің опат болуы, достықтың сатылуы, арттан келген пышақтың суық жүзі еді. Әлихан пернелерді нәзік, бірақ аяусыз басып, әрбір нотаны улу жебедей атып жатты. Залдағы адамдар ыңғайсыздана бастады. Олар бір-біріне қарап, не болып жатқанын түсінбеді, бірақ олардың денелері түсінді. Олардың жүректері қорқынышпен соқты. Сосын ол келді. Опасыздық коды. Әлихан белгілі бір ырғақты қайталай бастады. 3 рет қысқа, 1 рет ұзақ. 3 рет қысқа, 1 рет ұзақ. Бұл Морзе әрпейіндегі Б әрпі, Бауыржанның атының бірінші әрпі. Бірақ мұны Әлиханнан басқа ешкім білмеді. Ол бұл ырғақты әуеннің ішіне сіміріп, оны қайта-қайта ойнады. 3 қысқа, 1 ұзақ. 3 қысқа, 1 ұзақ. Мен Бауыржанға қарадым. Оның беті бозарып маңдайынан тер шықты. Ол тынысын жиі алып, жан-жағына қарай бастады. Оның денесі дірілдеп, қолдары қалтырады. Ол бұл ырғақты таныды. Әлихан маған айтқан болатын. Сатқын өзінің ырғағын естігенде, оның денесі өз-өзінен жауап береді. Жүрегі жиі соғады, тынысы тарылады, бұл советтері шиырғады. Бұл физиологиялық реакция. Оны басқару мүмкін емес. Нұрлан мырзада бір нәрсені сезді. Ол ұлының музыкасына терең үміліп, қабағын тиді. Ол әуеннің ішіндегі бір құпияны, бір жасырын хабарды түсінгендей болды. Ол Бауыржанға қарады. Бауыржан оның көзіне тура қарай алмай, басын төмен түсірді. Сол сәтте Нұрлан мырзаның жүзінде бір сұмдық түсінік пайда болды. Ол түсінді, опасызды әшкереледі. Әлихан музыканы тоқтатпады. Ол ойнай берді. Бірақ енді оның әуені айттау, үкім, жаза еді. Дыбыстар залды кернеп, әрбір адамның жүрегіне жетті. Нұрлан мырза орнынан ақырын тұрды. Оның бойындағы сабырлылық жоғалып, орнына суық қатыгез ашу келді. Ол Бауыржанға қарап, жай ғана, бірақ өлімнен де суық дауыспен. Сен бе? Деді. Бауыржан жауап бермеді. Ол тек дірілдеп, терлеп, өлімнен қорыққан адамдай боп отырды. Сосын ол кенеттен секіріп тұрып, қалтасынан тапанша суырды.
Залдағы адамдар шошып, айқайлап, орындарынан атып тұрды. Бірақ Бауыржан Нұрлан мырзаға емес, сахнаға, Әлиханға қарай жүгірді. Ол түсінді, оны әшкерелеген бала. Сол бала оның барлық жоспарын күл-талқан етті. Енді оның ашуы, оның өші Әлиханда еді. «Өлтіремін» деп айқайлады Бауыржан. «Сені өлтіремін, мылқау!» Мен сахнаға қарай жүгірдім, бірақ менен де жылдамырақ Айгүл еді. Ол қайдан шыққанын білмеймін. Бір сәтте Әлиханның алдына тұра қалды. Ол екі қолын жайып, баланы өз денесімен қорғады. Оның жүзінде қорқыныш жоқ, тек аналық махаббат пен шешім бар еді. «Тиіспе» деп айқайлады ол. «Тиіспе оған!» Бауыржан тапаншасын көтерді. Оның саусағы шіріппеде, көздері ашудан қанталап кеткен. Залда тозақ басталды. Адамдар қашып, айқайлап, бір-бірін итеріп жатты. Нұрлан мырзаның күзетшілері қаруларын суырып, Бауыржанға қарай ұмтылды. Бірақ олардан да жылдамырақ Әлихан болды. Ол фортепианоның төменгі пернелеріне қолын апарды. Ең төменгі, ең ауыр, ең қуатты дыбыстар. Ол сол пернелерді бар күшімен басты. До диез, ре, ми бемоль, жер астынан шыққан дыбыстардай, жер сілкінісіндей бір сұмдық дыбыс залды жарды. Бұл дыбыстар соншалықты төмен, соншалықты қуатты еді. Олар адамның денесін дірілдетіп, ішкі ағзаларын тербелтті. Бұл инфрадыбыс еді. Әлихан маған бұл туралы айтқан болатын. Өте төмен жиіліктегі дыбыстар адамның тепе-теңдік сезімін бұзып, бағдардан жаңылдырып, зейінін шашырата алады. Ол бұл әдісті тек төтенше жағдайда ғана қолданатынын айтқан. Бауыржан тоқтап қалды. Оның қолы дірілдеп, тапаншасын ұстай алмай қалды. Ол басын шайқап көзін жұмды. Дыбыс оның миын жарып, ойларын шашыратты. Залдағы басқа адамдар да солай болды. Олар құлақтарын жауып, теңселіп, еденге жығылды. Тек Әлихан ғана сабырлы қалпында, пернелерді баса берді. Ол дыбыс толқындарын басқарып, оларды тек Бауыржанға және оның жақтастарына бағыттады. Бұл нағыз музыкалық қару еді. Нұрлан мырзаның күзетшілері осы сәтті пайдаланды. Олар Бауыржанға жақындап, оның қолындағы тапаншаны қағып сіріп, өзін жерге жықты. Бауыржан қарсылық көрсете алмады. Ол әлі де дыбыстың әсерінен есін жия алмай, тек ыңырсып жатты. Оның көздері бос, қорқыныш пен жеңіліске толды еді. Әлихан музыканы тоқтатты. Залда кенеттен тыныштық орнады. Тек адамдардың ауыр тынысы, ымырсуы мен жылауы ғана естілді. Әлихан орнынан тұрып сахнаның шетіне келді. Ол әкесіне қарады. Нұрлан мырза да ұлына қарады. Олардың арасында 1000 сөзден артық үнсіздік болды. Әкесінің көзінде мақтаныш, өкініш, түсіністік және сүйіспеншілік бар еді. Ол ұлын түсінді. Ол оның дауысын естіді. «Мені кешір, балам», деді Нұрлан мырза дауысы қарлығып. «Мен сені түсінбеппін. Мен сенің қаншалықты күшті екеніңді білмеппін». Әлихан жауап бермеді. Ол тек басын изеді. Сосын ол Айгүлге бұрылды. Айгүл әлде сахнада дірілдеп тұрды. Оның көзінен жас ағып, беті бозарған. Әлихан оған жақындап, оның қолын ұстады. Ол планшетін алып жазды. «Сен мені құтқардың. Енді мен сені ешқашан жібермеймін». Айгүл оны құшақтап жылап жіберді. Мен де оларға жақындап, үшеуміз бір-бірімізді құшақтадық. Біздің көз жасымыз араласып, жүрегіміз бір соқты. Сол сәтте мен түсіндім. Біз жеңдік. Қорқынышты, қараңғылықты, сатқындықты жеңдік. Ал біздің қаруымыз махаббат, сенім және музыка болды. Залда тәртіп орнай бастады. Күзетшілер Бауыржанды алып кетті. Оның жақтастары дасталды. Нұрлан мырза сахнаға көтеріліп, ұлының жанына келді. Ол оның иығынан құшақтап, маңдайынан сүйді. «Сен менің мақтанышымсың», деді ол. «Сен менің ең үлкен байлығымсың. Мен сенің дауысыңды естідім. Ол әлемдегі ең әдемі дауыс». Әлихан күлді. Оның күлкісі жарық, таза, еркін еді. Ол планшетіне соңғы рет жазып әкесіне көрсетті. «Мен саған айттым ғой, әке. Менің дауысым, менің музыкам. Ал бүгін мен оны бүкіл әлемге айқайладым». Залды ауыр тыныштық басты. Жаңа ғана болған дүрбелеңнен кейін бұл үнсіздік құлаққа тіптен бөтен ауыр сезілді. Инфрадыбыстың әсері әлі толық тарамаған адамдар еденде отырып бастарын ұстап, еш жиюға тырысты. Әбілмәжін күзетшілері Бауыржанды екі қолынан мықтап ұстап, залдан алып шығып бара жатты. Оның аяқтары еденге сүйретіліп, басы салбырап кеткен. Ол кетер алдында бір сәтке басын көтеріп, Нұрлан мырзаға қарады.
Оның көзінде өшпенділік те, өкініш те, тіпті қорқыныш та көрінбеді. Кек бос қуыс, шарасыздық бар еді. Осыдан бір сағат бұрын ғана бәрін басып жаншып, империяны иемденен деп келген адам, енді жеңілгені сонша, тіпті аяп кететіндей халде еді. Бірақ менің жүрегімде оған деген аяушылық сезімі болған жоқ. Өйткені ол Әлиханның өміріне қауіп төндірді. Ал менің үшін бұдан асқан қылмыс жоқ. Нұрлан мырза әлі де сахнаның шетінде тұрды. Оның сұрғылт костюмінің жағасы қанға боялған, бірақ ол ауырсынып тұрған жоқ. Жарасы терең емес еді, оқ иығын жанап өткен сияқты. Оның мойнындағы қызыл галстугы қисайып, шашы ипаланған. Бірақ ол мұның бәріне мән бермеді. Оның бар назары ұлында еді. Ол Әлиханға қарап тұрып, көп нәрсені түсінгендей болды. Мүмкін өмір бойы оны әлсіз, дәрменсіз санап келген ұлының ішінде осыншама күш қуат, осыншама батылдық барын енді ғана көрген шығар. Мүмкін өзінің барлық күзетшілері, қару-жараға, ақшасы мен билігі дәрменсіз болған сәтте, оның орнына ұлының музыкасы жеңіске жеткенін енді ғана түсінген шығар. Ол баяу қадаммен сахнаға көтерілді. Оның аяқ киімінің өкшесі ағаш сахнаға салмақты ұрылып, бүкіл залға жаңғырық берді. Ол Әлиханның қасына келді де тоқтады. Әлихан бойын тіктеп әкесіне қарады. Ол бұрынғыдай иығын бүгіп, көзін жастырған жоқ. Енді ол әкесімен тең дәрежеде, тіпті одан да жоғары тұрғандай сезілді. Әлихан, деді Нұрлан мырза үні дірілдеп. Ол әдеттегі темірдей қатал даусын жоғалтқан. Енді оның даусында әкелік жылу, өкініш және таңданыс бар еді. Мен бүгін көп нәрсені түсіндім. Сенің қаншалықты күшті екеніңді, қаншалықты ақылды екеніңді көрдім. Сенің музыкаң, ол жай ғана дыбыс емес екен, ол күш, ол қару. Ол менің барлық адамдарымнан, барлық байлығымнан да қуатты нәрсе. Әлихан үндемеді. Ол планшетін алып бірдеңе деп жазғысы келді, бірақ тоқтады. Ол әкесінің сөзін аяғына дейін тыңдағысы келгендей еді. Нұрлан мырза терең күрсінді. Ол сахнаның жиегіне келіп, залға арқасын беріп ұлына беттеді. Оның көзі шарасынан шығып бара жатты, жанар ұлғайған. Мен қартайдым балам, деді ол сыбырлайынмен. Осы жолы өріннен қалдым, бірақ келесі жолы мұндай сәттілік болатынына кепіл жоқ. Менің жауларым көп. Бауыржан солардың бірі ғана. Ертең тағы біреу шығады. Менің орнында тұра алатын, менің ісімді жалғастыра алатын адам керек. Сенің інілерің әлі жас, олар әлі түк түсінбейді. Ал сен, ол ұлының иығынан ұстады. Оның саусақтары әлі де мықты сүйектеді. Сен бүгін маған бәріне қабілетті екеніңді көрсеттің. Сен менің қанымсың, менің жалғасымсың. Сенің бойыңда менің барлық қасиеттерім бар. Батылдық, тез ойлау қабілеті, салқын қандылық. Бірақ одан да көп нәрсе бар. Менде жоқ нәрсе бар. Өнер, сезімталдық, нәзіктік. Ол сәл үнсіз қалды. Мен Айгүл екеуміз тына қалдық. Жүрегім дүрсілдеп соғып құлағымды түрдім. Мен әкенің не айтқалы тұрғанын бірден түсіндім. Түсінген сайын жүрегім суып бара жатты. Әлихан, деді Нұрлан мырза салтанатты үнмен. Мен саған бүкіл империяны ұсынамын. Барлығын, зауыттарда, компанияларда, жылжымайтын мүліктерді, байланыстарда, адамдарда, бәрі сенің басқаруыңа көшеді. Мен сені мұрагерім ретінде ресми түрде жариялаймын. Сен бұл қаладағы, тіпті бүкіл өмірдегі ең күшті адам боласың. Сенің атыңды естігенде бәрі қалтырайтын болады. Сен бұрын соңды ешкім көрмеген билікке ие боласың. Бұл менің саған деген сенімімнің, махаббатымның белгісі. Залда өлі тыныштық орнады. Кек жаралылардың ыңырсуы ғана бұл үнсіздікті бұзды. Әлихан қимылсыз тұрды. Оның бет әлпеті тас мүсіндей қатып қалған. Ешқандай эмоция білдірмеді. Тек көздерді ғана керең ойға шомғанын көрсетті. Ол планшетін көтерді. Саусағы экранда біраз тұрды да жаза бастады. Жазып болған соң оны әкесіне көрсетті. Әке, мен сенің ұсынысыңды қабылдай алмаймын. Менің жолым басқа. Менің орным бұл әлемде емес. Нұрлан мырза жазуды оқыды да қабағын шытты. Ол түсінбегендей болды. Неге? Деді ол, дауысы қатқылданып. Сен бұл өмірді түсінесің. Сен бүгін соны дәлелдедің. Сен Бауыржанды жеңдің. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Әлихан тағы жазды. Енді оның жүзі байсалды, бірақ шешім деді.
Мен Бауыржанды жеңген жоқпын, әке. Мен оны тек тоқтаттым. Өйткені ол саған және маған зиян келтірмек болды. Бұл қорғану еді, шабуыл емес. Мен сенің әлеміңнің заңдарымен өмір сүргім келмейді. Онда тым көп қан, тым көп өтірік, тым көп үрей бар. Менің жүрегім оған шыдамайды. Нұрлан мырза оқ болып басын шайқады. Оның жағындағы бұл жігіттер ойнақшып кетті. Онда сен не істемекшісің? Музыкаңды ойнай бересің бе? Сол саған не береді? Ақша, билік, сыйластық. Онсыз да менің арқамда бәрі бар. Әлихан күлді. Оның күлкісі жұмсақ, бірақ мұңды еді. Ол тағы жазды. Әке, мен ешқашан сенің ақшаңа мұқтаж болған емеспін. Маған сыйластық та, билік те керек емес. Маған тек музыка керек. Ол менің даусым, менің жаным, менің өмірім. Мен консерваторияға оқуға түсемін. Сосын әлемнің ең үлкен сахналарында өнер көрсетемін. Менің музыкам адамдардың жүрегіне жетеді. Оларды жақсылыққа, мейірімге бастайды. Бұл менің таңдауым. Өтінемін, мені түсін. Әке мен бала бір-біріне ұзақ қарады. Арадағы кернеу ауада электр тоғындай шытырлаттырды. Мен Нұрлан мырзаны түсіндім. Ол бүкіл өмірін осы империяны құруға арнаған. Оның басты мақсаты мұрагер. Ол мұрагерден тек қандас туысын ғана емес, өзі сияқты темірдей жігерлі, айлакер, қатал адамды көргісі келді. Енді сол мұрагер оның алдында тұрып, бәрінен бас тартып, музыка таңдап тұр. Бұл оның түсінігіндегі ең үлкен сатқындық шығар. Бірақ Нұрлан мырза ашуланбады. Ол терең күрсінді де басын изеді. Оның көзінің астында жас жылт еткендей болды. Бірақ ол тез арада өзін қолға алып, әдеттегі қатал бейнесіне оралды. Түсінем, деді ол қысқа ғана. Сенің өз жолың, өз тағдырың бар. Мен саған кедергі бола алмаймын. Бар, бірақ біл. Бұл есік саған әрқашан ашық. Қандай жағдай болмасын, сен менің ұлымсың, менің мақтанышымсың. Ол ұлын құшақтады. Бұл жолы оның құшағы шынайы, ыстық, әкелік еді. Әлихан да оны құшақтап, бір сәтке көзін жұмды. Әке мен бала арасындағы осы бір сәт менің көзіме жас алдырды. Мен Айгүлге қарадым. Ол да осы көріністі үнсіз, жанары мөлдіреп қарап тұр екен. Кенет Айгүл орнынан қозғалды. Ол фортепианоға қарай баяу жүріп келе жатты. Оның қадамдары жеңіл, бірақ шешімді еді. Әлихан оны байқап таңдана қарады. Айгүл орындыққа отырды да саусақтарын пернелерге апарды. Оның қолдары дірілдеген жоқ. Ол көзін жұмып терең дем алды. Сосын ойнай бастады. Залды Шопеннің революциялық этюд деп аталатын шығармасының күшті, дауылды дыбыстары кернеді. Бұл музыка ашулы, өршіл, бірақ сонымен бірге ғажап әдемі еді. Айгүлдің саусақтары пернелер үстінде ұшты. Оның денесі музыка ырғағымен тербелді. Мен оның бұрын соңды мұндай ойнағанын көрмеген едім. Тіпті үйде жаттығу кезінде де ол мұншалықты шеберлік танытпайтын. Бұл кәсіби пианистің ойыны еді. Жоқ, бұл жай ғана кәсіби емес, бұл виртуоздың, данышпанның ойыны еді. Әлихан аузын ашып, сол күйі таңданып тұрып қалды. Нұрлан мырза да сахнадан түсуді ұмытты. Залдағы адамдардың бәрі тілдерін жұтып, осы ғажайып музыканы тыңдады. Айгүл нағыз маэстродай ойнады. Оның ойынында соншалықты терең сезім, соншалықты зор қуат бар еді. Ол бүкіл залды, бүкіл ғимаратты тербелтіп жібергендей болды. Бұл музыка біздің басымыздан өткен оқиғалардың бәрін, қорқынышты, үрейді, жеңісті, махаббатты, бәрін қамтып, бір әуенге біріктірді. Шығарма аяқталғанда залда ұзақ уақыт бойы үнсіздік орнады. Адамдар не айтарын, не істерін білмеді. Айгүл орнынан тұрып бізге бұрылды. Оның бетінде жеңілген адамның ізі жоқ, тек жеңімпаздық рухы бар еді. Ол Әлиханға қарады да, қолын көтеріп планшетті сұрады. Әлихан оған планшетті берді. Айгүл жаза бастады. Оның саусақтары бұл жолы сенімді, нық болды. Жазып болып планшетті алдымен Әлиханға, сосын маған көрсетті. Жазу мынадай еді. Мен сендерге өтірік айттым. Мен жай ғана күтуші емеспін. Менің шын атым Айгүл Сағатова. Мен 10 жыл бұрын есту қабілетінен толықтай айырылдым. Бірақ мен бұрын пианист едім. Мен Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры болдым. Әлемнің 10-нан астам елінде концерт қойдым. Менің жазбаларым алтын қорда сақталған.
Ауруым асқынып, есту қабілетім біртіндеп сөне бастағанда, мен сахнадан кетуге мәжбүр болдым. Бұл менің өмірімдегі ең үлкен трагедия еді. Мен өзімді өлгендей сезіндім. Әлем дыбыссыз, түссіз болып қалды. Мен адамдардан қашып, жалғыздықты таңдадым. Сосын мен сені таптым, Әлихан. Сенің бейнеңді көргенде, сенің музыкаңды сезгенде, мен өзімді көрдім. Сен де мен сияқты үнсіздік ішінде өмір сүресің. Бірақ сенің ішінде сондай бір музыка бар, ол бүкіл әлемді өзгерте алады. Мен саған көмектескім келді, мен саған жол сілтегім келді. Мен сенің мен сияқты болмауыңды, өз даусынды табуды қаладым. Мен саған айта алмадым. Өйткені егер шындықты білсең, маған басқаша қарап, аярлықпен қарауы мүмкін деп қорықтым. Мен жай ғана сенің қасында болып, сенің өсуіңді көргім келді. Бүгін сен өз даусынды таптың, сен оны бүкіл әлемге естірттің. Енді менің миссиям аяқталды. Енді мен кете аламын. Мені кешіріңдер. Мен сендерді шын жүректен жақсы көрдім. Мен оқып болған соң, жүрегімді бір нәрсе қысып, жанарымды жас бұлдыратты. Айгүл. Біздің Айгүліміз. Осы 2 жыл бойы бізбен бірге болып, біздің үйде өмір сүріп, біздің нанымызды ұмытпайтын күтушіміз, ол атақты пианист, профессор болып шықты. Оның әрбір қимылы, әрбір кеңесі, әрбір мейірімді сөзі енді маған басқаша көрінді. Ол бізге жай қарап жүрген жоқ. Ол Әлиханнан өзінің жоғалтқан болашағын, өзінің үмітін көріп жүрген екен. Әлихан планшетті оқып болған соң, Айгүлге қарады. Оның көздері үлкейіп, жанарында ашу, таңданыс, сүйіспеншілік, ризашылық бәрі араласып тұрды. Ол Айгүлге қарай бір қадам жасады, сосын екінші, сосын жүгіріп барып оны құшақтады. Айгүл жылап жіберді. Олардың құшағында ешқандай сөзге сыймайтын терең бір түсіністік болды. Олар екеуі де үнсіздікпен күресіп, екеуі де өз дауысын музыкадан тапты. Олар рухани ұстаз бен шәкірт еді. Мен де оларға қосылдым. Үшеуміз сахнаның үстінде, қан мен тер иісі араласқан залда бір-бірімізді құшақтап ұзақ тұрдық. Нұрлан мырза болса, осы көрініске қарап тұрып, ештеңе демеді. Тек оның көзінің түбінде жылт-жылт еткен ылғалды байқадым. Ол бәрін түсінді. Әлиханның не себепті музыканы таңдағанын енді толық түсінді. Өйткені оның жанындағы ең жақын жан, оны осы жолға бастап, оған әлемнен де биік махаббат сыйлаған еді. Сол кеште біз үйге оралдық. Сыртта Алматының жұмсақ түні. Жұлдыздары жымыңдап, сәуірдің салқын самалы есіп тұрды. Нұрлан мырза кеңсесіне кіріп есігін жапты. Мен Әлихан мен Айгүлдің шай ішіп отырғанын көрдім. Араларында планшет жоқ еді. Олар бір-біріне қарап жымисып отырды. Енді олар сөздің керегі жоқ. Жан жүрекпен түсінетін деңгейге жеткендей. Мен оларға қарап, бүгінгі күннің соңы жақсы аяқталғаны үшін тәубеге келдім. Әлихан өз жолын тапты. Ол енді әкесінің империясынан да үлкен, өзінің ішкі империясының құратынына сенімді болды. Ал Айгүл болса, өзінің екінші өмірін, жаңа мағынасын тапты. Сол кештен кейін біздің үйде бәрі өзгерді. Бұрынғы ауыр тыныштық, бұйрықпен бағынуға құрылған тәртіп орнына әлде бір жылы, шынайы үміт келді. Әлихан енді таңертең тұрғанда көзінен от ұшқындап тұратын. Ол Айгүлмен бірге жаңа бір жобаның үстінде жұмыс істеп жатқанын сезетінмін. Планшеттерінің экранында ноталар ғана емес, қандай да бір сметалар, жоспарлар, сызбалар пайда болды. Мен оларға қарап араласпадым, өйткені менің де өз өмірімді қайта қарастыратын кезім келген еді. Бір күні кешке Айгүл маған келіп шайға шақырды. Оның қимылдары сабырлы, бірақ ішінде бір шешімділік барын байқадым. Үшеуміз үлкен асханада отырдық. Сыртта Алматы көктемінің жаңбыры сылдырлақ тұрды. Айгүл планшетін алып маған ұзақ мәтін жазды. Ол былай деп бастапты. Нұрлан мырза, сіз маған өмірімнің ең қиын кезінде баспана бердіңіз. Мен сіздің отбасыңыздың алдында мәңгі қарыздармын. Бірақ енді мен, Әлихан екеуміздің алдымызда үлкен міндет тұр. Бізге көмектесіңіз. Мен оқып болып оған жымиып қарадым. Не керек? Айтыңдар дедім дауыстап. Сол кезде Әлихан орнынан атып тұрып планшетті ала салды. Оның саусақтары дірілдеп тұрды. Себебі ол өзінің ең үлкен арманын алғаш рет әкесіне ресми түрде ұсынбақшы еді. Ол былай деп жазды. Әке, мен керең балаларға арналған музыка мектебін ашқым келеді. Біз дыбысты емес, дірілді сезінеміз. Біздің әлемімізде музыка тері арқылы, сүйек арқылы өтеді.
Мен осыны жүйеге келтіргім келеді. Айгүл тәте екеуміз арнайы әдістеме жасадық. Бізге сенім білдіріңіз. Мен бұл сөздерді оқығанда жүрегім дүрс-дүрс соқты. Өз ұлым, менің қаншама жыл бойы жинаған қара байлығымды өнерге, қайырымдылыққа айналдырғысы келеді. Менің қолымнан қан кешкені рас, бірақ сол қолыммен ұлымның жарық болашағын қалап тұрмын. Мен бір сәтте ойланбастан, қанша қаржы керек, ғимарат таптыңдар ма, мұғалімдер ше, деп сұрақты жаудырдым. Айгүл дереу жауап жазды. Ол әбден дайындалған екен. Алматының шетінде тауға жақын жерде бір ескі санаторий сатылады. Бұрын ол жерде жүйке аурулары бар балалар емделген. Ғимараттың астындағы едендер ағаштан жасалған. Дірілді жақсы өткізеді. Бізге 400 мың АКШ доллар көлемінде инвестиция керек. Мен өзімнің жинаған қаражатым бар. Ол 20 мың доллар. Қалғанына сіз көмектессеңіз, біз мұны Қазақстандағы тұңғыш керең балаларға арналған музыка мектебі ете аламыз. Мен күліп жібердім. Айгүл, сен өзінің профессор екеніңді ұмыттың ба? Сенің жинаған ақшаңды өзіңе қалдыр. Бұл мектептің барлық шығынын мен көтеремін. Бірақ бір шартым бар. Бұл жерде ешқандай көлеңкелі ақша болмау керек. Барлығы заңды, таза болуы тиіс. Менің өткенім Әлиханның болашағына дақ түсірмеу керек. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Кеңсемде отырып, терезеден түнгі Алматыға қарадым. Қаланың оттары жыбылықтап, алыстағы таулардың сұлбасы қарайып көрінді. Мен ойландым. Мен осы уақытқа дейін не істедім? Күш көрсету, қорқу. Менің атымды естігенде адамдардың жүрегі дірете қалатын. Енді менің ұлым сол қорқынышты ұмыттырып, адамдардың жүрегін әсем әуенмен дірілдетпекші. Бұл мен үшін Алланың кешірімі еді. Келесі күні мен адвокатымды шақырдым. 20 жыл бойы жинаған қара байлығымды ақшаға айналдыру, оны заңдастыру оңай болған жоқ. Бірақ менің ендігі мақсатым айқын еді. Мен біртіндеп барлық күмәнді бизнестерімді жаптым. Жерасты казино бары, базарлардағы жинақтар, жалған фирмалар, бәрін біртіндеп тындырдым. Адамдарыма жұмыстан шығып, заңды кәсіп ашуларына көмектестім. Кейбіреулері түсінбеді, кейбіреулері ренжіді. Бірақ менің шешімім берік еді. Ұлым маған жаңа жол көрсетті. 3 айдың ішінде біз тау бөктеріндегі ескі санаторийді сатып алдық. Ғимарат кең, 3 қабатты, кеңестік кезеңнен қалған мықты құрылыс еді. Қабырғалары қалың, дәліздері кең, терезелері үлкен. Ең бастысы Айгүл айтқандай, едендері таза ағаштан еді. Жөндеу жұмыстары басталғанда мен күнде барып тұрдым. Өз көзіммен көргім келді. Жұмысшылар ескі сылақтарды қағып, қабырғаларды ақ түске бояп жатты. Әлихан мен Айгүл күнде таңертең келіп, кешке дейін кетпейтін. Олар әр бөлменің акустикасын, діріл өткізгіштігін тексеретін. Арнайы құрылғылар әкелінді. Дірілеткіш платформалар, сенсорлық панельдер, арнайы жарық жүйелері. Бір күні мен олардың сабақ өткізіп жатқанын көрдім. 1-ші қабаттағы үлкен залда еденнің астына алып динамиктер орнатылыпты. Айгүл рояльдың артына отырды. Ол пернені басқанда дыбыс шықпады. Оның орнына еден дірілдеді. Әлихан еденге жалаң аяқ тұрып, сол дірілді бүкіл денесімен сезінді. Оның көздері жұмулы, бірақ жүзінде бақыттың белгісі ойнаттырды. Ол маған бұрылып, бас бармағын көрсетті, сосын планшетіне. Әке, көрдіңіз бе? Біз музыканы табанмен естиміз. Бұл ғажат деп жазды. Мектептің ашылу салтанатына дейін біз тағы бір үлкен жобаны қолға алдық. Айгүл өзінің бұрынғы байланыстарын пайдаланып, әлемнің түкпір-түкпірінен керең музыканттарды шақырды. Германиядан, Жапониядан, ақш-тан мамандар келді. Олар өз тәжірибелерімен бөлісті. Біздің мектеп әлемдік деңгейдегі зерттеу орталығына айналмақшы еді. Әлихан осының бәріне ұйытқы болды. Ол 15 жаста болса да, оның ойлау қабілеті, ұйымдастырушылық таланты кез келген ересек адамнан асып түсетін. Мен оған қарап таңғалдым. Бұл менің ұлым, бұл менің қаным, бірақ ол менен әлде қайда биік. Мектеп ашылған күні Алматының аспаны ашық, күн жарқырап тұрды. Аулада 100-ден астам адам жиналды. Ата-аналар, балалар, журналистер, өнер қайраткерлері. Мен сахнаның шетінде тұрдым. Қара костюм кигенмін, бірақ ішімде әлде бір жеңілдік бар еді. Өйткені бүгін мен Нұрлан мафиози емес, жай ғана Нұрлан, Әлиханның әкесі ретінде тұрдым. Әлихан сахнаға шығып барлығына қарады. Ол микрофонды көтеріп дауыстап сөйледі. Оның дауысы сәл дірілдеп, бірақ анық шықты. Мен сендерді естимін. Осы үш сөз залды дүр сілкіндірді.
Адамдар орындарынан тұрып қол соқты, көпшілігі жылап жіберді. Себебі олар бұл сөздердің қандай еңбекпен, қандай қиындықпен айтылғанын түсінді. Айгүл бұл күні сахнаға шықпады. Ол тыныш қана бірінші қатарда отырды. Қолында орамал, көзінде жас. Мен оның жанына барып қолын алдым. Ол маған қарап ернімен ғана рахмет деді. Мен оның маған емес, менің оған рахмет айтуым керек екенін түсіндім. Осы әйел біздің үйдің күтушісі болып келіп, біздің бәрімізді құтқарды. Әлиханды құтқарды, мені құтқарды. Тіпті менің марқұм әйелімнің рухын құтқарды. Енді ол мыңдаған баланы құтқармақшы. Салтанаттан кейін біз мектепті араладық. Әрбір сыныпта арнайы қондырғылар орнатылған. Музыкалық аспаптардың барлығы дірілге негізделген. Мысалы, дәстүрлі домбыраның шанағына арнайы сенсорлар бекітілген. Бала домбыраны ұстағанда, шектің дірілі саусақтары арқылы бүкіл денесіне тарайды. Осылайша ол күйдің ырғағын, қуатын дыбыссыз сезеді. Айгүл маған бір оқушыны көрсетті. 5 жасар қыз бала, құлағы мүлде естімейді. Ол домбыраны құшақтап көзін жұмып отыр. Мұғалім шекті шерткен сайын, қыздың жүзінде күлкі пайда болады. Ол дірілді сезіп, басын шайқайды. Бұл оның өміріндегі алғашқы музыкасы еді. Мен осы көріністі көріп, дәлізге шығып кеттім. Көзімнен жас парлап ақты. Мен өмір бойы күшпен, қорқытумен адамдардың тағдырын сындырдым. Ал мына жерде, осы шағын бөлмеде менің ұлым адамдардың жүрегін ашты. Ол үнсіздік ішінен үміт тапты. Менің қылмыстық империяның ақшасы осылайша жарыққа айналып жатыр. Бұл менің тәубем еді. Уақыт өте келе, біздің отбасымыздың тарихы өзгере бастады. Адамдар арасында Нұрлан деген ат енді қорқынышпен емес, құрметтен аталатын болды. Мен енді әр таң сайын кеңсеге барып күмәнді қоңыраулар күтпедім. Оның орнына мектепке барып, балалардың ата-аналарымен сөйлестім. Олар маған алғыс айтты. Менің жүрегім осы алғыстан нәр алды. Мен бір кездері өзімнен қорыққан адамдардың енді маған жымиып тарағанын көріп, өзімді басқа адамдай сезіндім. Әлихан мен Айгүл діріл терапиясы деп аталатын арнайы бағдарлама әзірледі. Бұл бағдарлама бойынша тек музыка ғана емес, сөйлеу дыбыстары да діріл арқылы үйретіледі. Керең балалар арнайы орындықтарда отырып, мұғалімнің дауыс толқындарын жұлын арқылы сезінеді. Олар әке, ана деген сөздерді есту арқылы емес, тербеліс арқылы үйренеді. Бұл жаңалық бүкіл Қазақстанға тарады. Телеарналар келіп репортаж түсірді. Бір күні біздің үйге Алматы әкімдігінен хат келді. Олар бұл жобаны мемлекеттік деңгейде қолдауға дайын екендерін білдірді. Мен сол хатты қолыма алып, ұзақ отырдым. Мемлекеттік қолдау. Бұл менің бұрынғы өмірімде ешқашан болмаған нәрсе. Мен заңнан жасарынып, оны айналып өтуді ғана ойлайтынмын. Енді заңның өзі менің ұлыма қолдау көрсетіп отыр. Менің көзім жасқа толды. Мен ұлыма қарап, Әлихан, сен маған тек әке болу бақытын сыйлаған жоқсың. Сен маған адам болуды үйреттің дедім дауыстап. Әлихан менің еріндерімді оқып түсінді. Ол маған келіп құшақтады. Бойы маған жетіп қалған, иығы мықты жас жігіт еді. Сол күндері Азамат деген серігім келді. Ол менің ең сенімді адамым еді. Бірақ мен заңды бизнеске көшкеннен бері ол өз бетімен жүргенді. Азаматтың көзі кіртиіп, қолы дірілдеп тұрды. Нұреке, мен шаршадым деді ол. Өткен өмірден қалған жаулар маза бермейді. Бірақ сіздің ұлыңызды көріп, мен де өзгергім келді. Маған жұмыс беріңіз. Осы мектепте күзетші болсам да болады. Мен оның өтінішін қабыл алдым. Азамат енді мектеп ауласында балалардың тыныштығын күзететін болды. Оның қара пиджағында күзет деген жазу пайда болды. Бұл біздің өткеніміздің символдық аяқталуы еді. Кешке қарай үйге қайттық. Асханада дастархан жайылды. Айгүл өз қолымен бауырсақ пісіріп, шәй демдеген екен. Біз үшеуміз отырдық. Сыртта Алматының шуылы басылып, тау жақтан салқын самал соқты. Біз бір-бірімізге қарап, үн-түнсіз отырдық. Бірақ бұл үнсіздік бұрынғыдай ауыр емес, керісінше мағынаға толы еді. Әлихан кенет орнынан тұрып, залдағы рояльге барды. Ол отырды да ойнай бастады. Күй ада еді. Бірақ бұл жолы ол оны ерекше, өз стилінде орындады. Дыбыстар үйдің әрбір бұрышына тарады. Мен үйденге жалаң аяқ тұрдым, дірілді сезіндім. Ғажап, мен бүкіл өмірімде естіген бұл күйдің дірілін енді ғана шын жүрегіммен сезгендей болдым.
Менің денеммен өтіп жатқан толқындар маған бостандықты, кешірімді, махаббатты алып келді. Әулеттің қылмыстық өткені осы күшті дірілмен бірге біртіндеп өшіп, ғайып болып жатты. Алдымызда жаңа таң, жаңа өмір күтіп тұрды. Мен бұрынғы мафия басшысы. Қазір жай ғана мақтаншақ әке, болашаққа сеніммен қарадым. Уақыт дегеніміз өте қызық нәрсе. Ол өткен шақтың жарасын жазатын ең мықты емші, әрі болашақтың ең қатал сыншысы. Әкемнің шашына ақ түсіп, жүрісі баяулағанын байқаған сайын, мен де есейіп қалғанымды түсінемін. Әр таңда әкемнің кеңсесіндегі ескі сағаттың дыбысымен емес, өз жүрегімнің соғысымен қарсы алатын болдым. Себебі менің әлемімде дыбыс жоқ, бірақ ырғақ бар. Сол ырғақ мені жер шарының ең алыс түкпірлеріне алып барды. Әлем мені сезім композитор деп атады. Олар менің музыканы қалай жазатынымды түсіне алмай таңғалады. Мен оларға әкем үйреткендей, қолымды рояльдің ағашына қойып тербелістерді санаймын. Әрбір нота мен үшін жүрекке тиген бір соққы. Мен концерттерімді әлемнің ең үлкен залдарында бердім. Лондон, Токио, Нью-Йорк, Стамбул. Бірақ менің жаным әрқашан Алматыға, Алатаудың баурайына қарай ұмтылып тұрды. Сол жерде менің тамырым, сол жерде менің үнсіздігімнің бастауы. Бүгін маған 40 жас толады. Мен бұл күнді ерекше атап өтуді жоспарладым. Алматыда әкемнің көз алдында үлкен концерт беремін. Бұл жай ғана концерт емес, бұл біздің әулеттің толық тазарғанын әлемге паш ететін кеш. Әкем қазір заңды кәсіпкер, меценат. Оның есімі қайырымдылық қорлармен, балаларға арналған мектептермен байланысты. Ешкім оның қолында бұрын күшпен билік болғанын есіне алмайды. Ал мен оның мақтанышымын. Мен сахнада тұрып, оның жанарынан аққан жас тамшыларын көремін. Бұл мен үшін ең үлкен марапат. Дайындық бөлмесінде отырмын. Үлкен айна алдымда. Костюмымның түймесін салалы саусақтармен баяу түймелеймін. Менің саусақтарым, менің құлағым, менің дауысым. Олар бүгін дірілдеп тұр. Қобалжу емес, бұл бір түрлі сағыныш. Анам Айгүл есіме түсті. Оның әлсіз жымиып, маған ыстық бауырсақ ұсынатын сәті. Ол кейінгі жылдары қатты сырқаттанды. Дәрігерлер қолдарынан келгеннің бәрін жасады, бірақ уақытты алдау мүмкін емес екен. Айгүл бүгін осында келе алмады, ауруханада жатыр. Бірақ мен білемін, оның жүрегі менімен бірге соғады. Мен бүгінгі соңғы шығармамды тек соған арнадым. Аты «Анамның үнсіз жыры». Сахна сыртындағы күңгірт дәлізбен жүріп келемін. Қасында менің аудармашым әрі досым Ербол бар. Ол маған жестовый язык арқылы халықтың қаншалықты көп екенін көрсетеді. Заллық толы, тіпті дәлізде тұрғандар бар, әкімнің өзі келіпті деп ымдайды ол. Мен тек басымды изеймін. Бұл шоу бизнестің қабығы. Менің ойым басқада. Мен әкемді көруге асығамын. Ол кісі сахнаның артында, қара пердемен көрегейленген жерде тұр екен. Үстінде бұрынғыдай бұлғары күртеше жоқ, әдемі тігілген классикалық костюм. Бірақ көздері әлі де сол баяғы қыранның көздері, өткір, мейірімді. Мені көргенде оның еріндері дірілдеп, «Олым, мақтанышым» деді. Мен оған қарай жүрдім. Әрбір қадамым менің өмірімнің бір жылы сияқты. Мен оны құшақтадым. Оның иығы бұрынғыдай тастай берік емес, бірақ бұл әлсіздік емес, бұл жылдардың жылуы. Оның жүрегінің соғысын қолыммен сеземін. Бұл ырғақтың аты әке махаббаты. Әлихан, Айгүлге бардың ба деп сұрады әкем, маған алаңдай қарап. Мен жоқ дегендей бас шайқадым. Концертке дейін бармадым, себебі ол маған ылғи, сахна сенің ғибадатханаң, онда бармас бұрын көңілімді бөлме дейтін. Әкемнің жанарында бір түрлі ауыр мұң көрдім. Ол бір нәрсе айтқысы келіп, бірақ аузын аша алмай тұрғандай. Мен оның қолын қысып, сахнаға қарай беттедім. Кеш басталды. Мен рояльдің алдына келгенде зал тынып қалды. Мен оларды естімеймін, бірақ тыныстықтың дірілін сеземін. Мен саусақтарымды пернелерге апардым. Алдымен Бетховеннің Ай сәулесі сонатасы ойналды. Бұл әкемнің сүйікті шығармасы. Мен оны осыдан 20 жыл бұрын тас еденде жатқан күйінде жаттап алғанмын. Сол кезде мен тек жай ғана естімейтін бала едім, ал енді мен хас шебермін. Содан кейін мен өз шығармаларымды орындадым. Таулар дауысы, ыстық көл толқындары, әкемнің жүрек соғысы. Әрбір нота залды тербеп, жарық шамдары менің музыкамның ырғағымен шыбылықтап тұрды.
Алматыдағы ең заманауи концерт залы бүгін менің сезімдерімнің тұтқынына айналды. Ақырында кештің шарықтау шегі келді. Мен микрофонды алдым. Мен дауысымды естімеймін, бірақ жылдар бойы логопедтермен жұмыс істеп, сөйлеуді үйрендім. Дауысым құлаққа сәл оғаштау естіледі, бірақ сөздерім анық. Бүгінгі соңғы туындымды мен анама арнаймын. Ол қазір арамызда емес, ауруханада жатыр. Бірақ мен оның қолының жылуын әлі күнге дейін сеземін. Анамның үнсіз жыры. Залда жүздеген адам демін ішіне тартып отыр. Мен көзімді жұмдым. Мен алдында үлкен теңізді көрдім. Толқындар жағаға соғылып, менің аяқтарымды жуып жатыр. Бұл менің бала кезінде армандаған теңіз. Мен ойнадым. Бұл музыка құлақпен естілетін әуен емес, жүрекпен сезілетін діріледі. Ол залды шарлап, ең алыс бұрыштарға жетті. Мен Айгүлдің мені қалай құшақтағанын, түн ортасында оянып кеткенде маңдайымнан сипағанын, менің әлемімді түсіну үшін өзінің әлемнен бас тартқанын есіме түсірдім. Менің көзімнен жас партап, пернелерге танды. Әрбір тамшы оған деген алғысым. Музыка аяқталғанда залда үрейлі үнсіздік орнады. 5 секунд, 10 секунд. Сосын дүние дүр сілкінгендей, адамдар аяғынан тік тұрып, қол соға бастады. Бұл шапалақ емес, бұл жер сілкінісі. Мен еденнің дірілдегенін бүкіл денеммен сездім. Қошемет. Мен басымды көтеріп әкеме қарадым. Ол орнынан тұрып, маған қарап тұрды. Оның беті жылағаннан жылт-жылт етеді. Бірақ ол жымияды. Өткен өмірдің барлық сұмдығы осы бір жымиыста еріп кеткендей болды. Мен сахнадан түскен бойда, Ербол маған жестовый язык арқылы бір хабарды жеткізді. Оның қолдары дірілдеп тұрды. Айгүл апа қайтыс болыпты. 10 минут бұрын. Менің тізем бүгіліп жерге құлай жаздадым. Дәл сол сәтте, мен сахнада оған арналған шығарманы аяқтаған кезде, ол көзін мәңгілікке жұмған екен. Әкем маған қарай жүгірді. Ол да хабарды естіген. Біз бір-бірімізді құшақтап үнсіз қалдық. Көп адамдар арасында, үлкен даңқ пен қошеметтің ішінде, біз екеуміз жетім қалғандай едік. Арада 3 күн өтті. Жерлеу рәсімі бітті. Біздің үйдегі асханада бұрынғыдай бауырсақтың иісі бұрқырамайды. Үстел бос. Әкеммен екеуміз ғана отырмыз. Оның көздері қып-қызыл. Менің қолымда Айгүлдің заттары салынған кішкентай қорап тұр. Оның иісі әлі сақталғандай. Мен бұл қорапты ауруханадан әкеліп едім. Әкем маған қарап ауыр күрсінді. Сосын қалтасынан хат суырды. Сары түсті конверт. Үстінде Айгүлдің ұқыпты қолтаңбасы. Әлиханға. Мен кеткен соң оқы. Оны саған беруді өтінді деді. Әкемнің даусы қарлығып. Мен саған бір нәрсені айтуым керек. Бұл хатты оқымас бұрын мені тыңда. Мен әкемнің жүзіне үңілдім. Онда бір кездері Нұрлан деген лақабатпен танылған қатал кісінің ізі де жоқ. Кәрі, шаршаған адам отыр. Айгүл, ол сенің нағыз анаң еді деді әкем, басын төмен салып. Биологиялық анаң. Менің жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Дүние айналып кетті. Мен еріндерін оқыдым, бірақ миым бұл сөздерді қабылдамады. Қалай? Жоқ, бұл мүмкін емес. Анам мені туғанда қайтыс болған. Әкем маған әрқашан солай деп келетін. Айгүл біздің үйге мен мүлдем кішкентай кезінде келген. Ол мен үшін тек күтуші емес педі. Әкем дірілдеген қолдармен маған жақындады. Мен саған өтірік айттым, ұлым. Сенің нағыз анаң Айгүл. Бірақ менің өткен өмірім қауіпті еді. Біз үйленгеннен кейін көп замай ол жүкті болды. Менің жауларым менің әлсіз тұсымды іздеді. Егер олар менің әйелім мен балам бар екенін білсе, оларды өлтіретінін түсіндім. Мен Айгүлді жасыруға мәжбүр болдым. Мен оны өз үйіме күтуші қылып алдым. Барлығына, тіпті саған да, ол жай ғана күтуші дедім. Ол өз ұлына ана деген сөзді естітпей, өмір бойы бөтен адамдай өмір сүрді. Бұл менің шешімім еді. Бұл менің ең үлкен күнәм. Менің тынысым тарылды. Есінде қалған барлық естеліктер көз алдымнан өте шықты. Сол тым ерте оянған таңдарда Айгүлдің іштей ұйыған мұмын, мені құшақтағанда жүрегінің қатты соғысын, мен жетістікке жеткен сайын, оның көзіндегі мақтаныш пен ащы сағынышты. Ол менің анам еді. Ол менің әрбір сөзім үшін, әрбір дыбысым үшін шын жүрегімен күрескен адам. Ол маған ана дегізбестен, маған әлемнің ең ұлы махаббатын берді. Оның әрбір ыстық шайы,
әрбір жасырым көз жасы, перзенттік махаббаттың дәлелі емес пе еді? Мен қалтыраған қолмен хатты аштым. Ішіндегі әріптер Айгүлдің құшағындай жылы, дауысындай нәзік еді. Менің балам, Әлиханжан, бұл хатты оқып отырсаң, демек мен енді жоқпын. Ренжіме жарығым. Әкеңнің де кінәсі жоқ. Ол мені қорғады. Бірақ мен сенен бір нәрсені жасыра алмаймын. Мен сенің анаңмын. Сол себепті мен сені ешқашан тастап кете алмадым. Мен саған ең жақын адам болуды таңдадым. Ана дегеннің атын айтпасан да, мен сені аналық жүрегіммен сүйдім. Сенің музыкаңды алғаш естіген сәттен бастап, менің жүрегім ән салды. Сен енді жалғыз емессің. Менің махаббатым, ол сенің әуенің, ол сенің жүрек соғысың. Мен сені әкеңе тапсырамын. Ол қателесті, бірақ оның жүрегі таза. Кешір оны, мен кештім. Мен сендерді мәңгілікке сүйемін. Анаң Айгүл. Хат менің қолынан түсіп кетті. Мен Айгүлдің иісі сіңген конвертті бетіме басып, дауыстап жыладым. Өмірімде алғаш рет өз дауысында жұлын арқылы емес, ащы шындық арқылы естідім. Бұл керен баланың ең бірінші естіген үні, ащы ақиқаттың үні еді. Әкем қасыма келіп тізерлеп отырды. Оның иығы селкілдеп, ол да жылап отырды. Қылмыстық әлемнің қорқауы, темірдей тәртіктің сақшысы, қазір тәубесіне тізе бүккен шал еді. Әлихан, мені кешір. Мен оны бақытты ете алмадым. Мен сені де алдадым, деді ол, басын көтермей. Мен оған қарадым. Жүрегім өкініш пен махаббаттың арасында қысылды. Бірақ Айгүлдің сөздері есіме түсті. Оның жүрегі таза деген. Мен тұрдым да әкемді құшақтадым. Мен оны естімеймін, бірақ оның жүрегінің дүрсілін сеземін. Бұл жолы мен мұны естідім. Жоқ, сездім. Әкемнің жүрегіндегі кешірім сұраған дірілді сездім. Мен әкемнен босап, залдағы рояльге қарай беттедім. Саусақтарым пернелерге қонды. Бірақ мен жаңа ноталарды іздеген жоқпын. Мен үнсіздікті ойнадым. Еденге жалан аяқ тұрып әкеме қарадым. Сосын саусақтарым әуелі жайлап, сосын күшейе отырып, Айгүлге арнаған анамның үнсіз жырын қайта бастадым. Әуен үйдің әрбір саңылауынан сырғып өтіп, терезеден тысқа, тау жаққа ұшты. Әкемнің көз жасы паркет еденге тамды. Мен ойнадым. Мен музыка арқылы кешірімнің үнін салдым. Бұл сөздер жеткізе алмайтын ең ауыр, әрі ең тәтті әуен еді. Мен оны естімеймін, бірақ оның жарықтан да таза, судан да мөлдір екенін білемін. Бұл атана махаббатының жыры еді. Кеш бата сағат 12-ке таяды. Әкем екеуміз қол ұстасып, Айгүлдің суретіне қарап ұзақ отырдық. Ақырында әкем терең күрсініп, маған тек мен түсінетін бір жасады. Ол қолын жүрегіне қойып, сосын маған нұсқады. Бұл, сен менің жүрегімсің деген сөз. Мен жымидым. Өткен шақтағы барлық қайғы мен қасірет, бүгінгі кешірім мен махаббат осы бір сыйып кетті. Таң атады. Алматының үстінде жаңа күннің шуағы ойнайды. Біз әлі ұйықтамадық. Мен әкеме ыстық шай құйып бердім. Айгүлдің орны бос, бірақ оның рухы осы үйдің әрбір кірпішінде, ауасында. Әкем қолына кітап алды. Мен рояльге қайтып отырдым. Мен енді болашақтың симфониясын жаза бастадым. Бұл симфонияда қорқыныш та, ыза да жоқ. Бұл махаббаттың, отбасының және мәңгілік кешірінің симфониясы. Мен мафия басшысының керең ұлы, үнсіздіктің түбінен әлемді тербететін дауыс таптың. Ал Айгүл, менің нағыз анам, бізге аспаннан қарап үнсіз жымиып тұрғандай. Оның махаббаты менің жүрегімдегі мәңгілік әуенге айналды.